Ассалаумағалейкум, құрметті Ескірді YouTube арнасының көрермендері. Бүгін арнайы деп аталатын YouTube жоба. Біз осы инфоповоды бар, талқыланған бір мәселесі бар адамдарды арнайы шақырып, өздерімен сұхбаттасып білетін боламыз. Бүгін бізде қонақта Еркебұлан Мырзабек. Ерке, қалайсыз? Жаңа айтып кеттім. Жақсы. Сіздің енді басқа сұхбаттарыңызда КВН туралы сіздің хронологияңыз, жүріп өткен жолыңыз, тарихыңыз вообще айтылмаған. Солай екен, иә? Иә, мен өзім қарап шықтым. Енді үзіп айтылған жерлері бар. Иә. Бірақ жалпылама басынан бастап соңына дейін ондай сұхбат мен көрген жоқпын. Сол үшін бүгін басынан бастасақ деп ойлап тұрмын. Басынан бастап көрейік. Ең бірінші, мысалы, қателеспесем, әкеңіз Мырзабек Роллан Шаймерденұлы, ол КВН-нің үлкен жанкүйері болған деген мәлімет бар. Иә. Енді жалпы әкеңіз туралы бастасақ бірінші. Енді әкем жалпы ол кездері колледж директор болатын. Тұран атты колледж Түркістан қаласында алғашқы ашылған колледждердің бірі болған қалада. Сол кезде енді 2000 қателеспесем 2001-2000 жылдары енді КВН енді мейнстрим болып басталып жатқан кезі ғой. Қазақша КВН-ің ба? Жоқ, жалпы орысша КВН. Қазақстанда енді ашылып жатқан 99-да алғашқы ашылды, бірақ 2000-дарда қатты неге модаға кіре бастады елімізде. Яғни жалпы университет аралық, факультет аралық КВН деген өте қатты. Кейіннен факультет аралықтың жеңімпаздары университеттің атынан шығады. Университет қарсы ойнау деген өте қатты студенттердің арасында қатты не болды, танымал болды да, күшті бір жоба болды сол кезде. Теле түсірілім болмаса да, барлығына дерлік қызық, қай қалада болмасын, ол қызық дүние болды. Жалпы Түркістан қаласында, мен білетін сол кезде Түркістаннан шықпаған соң, Түркістан қаласында ол кезде қызық дүние болатын КВН деген. Сіз ол кезде нешедесіз? Мен ол кезде мектеп оқып 8-ші класпын ба, 7-ші класпын ба, сондаймын. Негізі шамамен қателеспесем, 9-ші класс па, есімде қатты жоқ. Бірақ бірінші осы әкемнің Тұран командасын ашылуымен басталды. Кейіннен Тұран колледжі Дарын колледжі болып атауын өзгертті. Дарын колледжі болғалы бері әкем жарайсыңдар жігіттер атауы бар, команда құрды. Ол получается сіздерге дейін болып тұр ма ол? Жарайсыңдар жігіттер. Бізге дейін болғанда қателеспесем, бізге дейін есінде ма, Дәурен ойнады. Бектенбаев Дәурен түлектер кездесуінде мен тұңғыш капитан. Сол жігіттердің командасы. Ол жерде сіз жоқсыз бірақ. Ол кезде мен әлі жоқпын. Мен кейіннен бір ортасынан қосылдым. Мен бірақ ол кезде өзім мектебімде ойнап жүрдім, мектеп аралықта ойнап жүрдім, кейбір университеттердің атынан шығып жүрдім. Мектеп оқысам да университеттің командалар бірге алып жүрді. Сөйтіп үлкен ойындарды көріп, кәдімгідей ол кезде болды, уже баспен кетіп қалғансың КВН-ге. Вообще КВН туралы алғашқы прям көрген кез, білген кез или қайдан білдіңіз? Ең алғашқы КВН деген ұғыммен. Уездный город чемпион болған финал бар ғой. Уездный город чемпион болған, точно есімде болмай тұр. 2000-2001 жалпы Уральский пельмениден бастап қарадым ғой, негізі. 2000-дан бастап. Телевиденияда көрсетеді. Жалпы БГУ-дың екінші чемпион болғаннан бастап. Екінші рет чемпион болған. Өйткені БГУ командасы 99 жылы чемпион болғанмен, 2001 чемпион болған БГУ, екеуі бір команда болғанмен екі түрлі. Байқап қарайтын болсаң, 99 жылғы ойнаған БГУ, Леонид Куприда бастаған алдыңғы шеп, ал 2000 жыл ойнаған БГУ қарасаң, 99 жыл ойнаған артында массок болып тұр, арты болып тұрған. И андай жастар болу керек, сол жастар былай ойнайық та деп, негізі динамичный КВН-ді арасында отбивка қосып, қысқа нелермен алып келген ең бірінші команда негізі БГУ, былайша айтқанда. Стильный КВН-ді алып келген Питер, смешной, драйвовый, андай смешной, типажной КВН-ді алып келген уездный город. Ал вообще негізі дурканы алып келген андай. Бірақ оларда русский дурка болды да, уральский пельмени болады. Соколовпен бірге, Соколмен бірге. Негіз осы командаларды көріп, мен бүйтіп экраннан қарап отырғам. Сол кезде андай бүйтіп тұрында мен
кішкентаймын бірақ ол кезде андай мен шығамын осы сахнаға деймін ғой. Бәрі үйдегілер бәрі күліп жібереді. Кетейік сен қаяқ. Иә. Тыныш отыр деген сияқты болды да. И болды. Содан кейін мен де кәдімгідей Азарт кеттім. Азарт басталды кәдімгі. Қарай бастадым. Ол кезде әр канал бүйтіп газеттен бүйтіп сызып домалатып алсын бүйтіп. Әр воскресенье мынандай уақытта КВН 1/8. кейде бір ана играй гармонь дейтіннен кейін болады. На всякий случай играй гармоньның жартысын көресің. Жіберіп алмау. Болып қалады. Несіне дейін көресің ондай. Біз қазір не істейміз? Мысалы басында болатын шапкасы бар, соның бәрін өткізіп жібереміз ғой. Иә. Ол жақта полный шапкасына дейін көресің ғой. Қалай шығады, Басталып қалай бітеді, титрін соңына дейін оқып, кім бірінші оператор, екінші оператор соған дейін оқып аласың ғой. Бітпесе екен деп па? Иә, бітпесе екен, тағы ары қарай жалғасы болса екен. Соның барлығын қарай бастадым. Сөйтіп осылай КВН-ге келдім. И негізі 2006 жылы мен 2004 пен 2005 жылы неге бәсеке деген команда ойнағам. Ол мектептің командасы? Жоқ, ол университеттің командасы. Алматыға келіп, мен Алматыға тұңғыш рет. Оған дейін жарайсыңдар жігіттерде ойнадым Түркістанда. Уже мектеп оқып жүріп, колледждің атына уже командаға кіріп кетіп, бірге ойнап жүрміз. Белгілі бір жақсы жетістіктер бар. Ол кезде андай болатын, колледжбен колледждер ойнайтын, колледждердің чемпионаты болатын. Оңтүстік Қазақстан бойынша колледждердің чемпионаты, соған қатысып, енді бір жеңбедік ол кезде. Бірақ кәдімгідей бір нәтижелі ойындарды көрсетіп жүрміз. Сөйтіп біз бірінші лигаға түсеміз. Қазақстан бойынша бірінші лигаға. Ол кезде Есін аға бар, ол кезде Қазақстан КВН одағы. Жайдарман жоқ. Жайдарман деген фестиваль болатын. Шымкент қаласында Есін ағаның ұйымдастыруымен фестиваль, Жайдарман фестиваліне қатысу деген ол бөлек әлем болатын. Ол бір кубковый ойын ғой. 20 команда келеді, кетті. 4-5 сағат ойын бәрі қарайды, бірақ ешкім кетпейді. Анда қызығы кетпейді оның. Соңына дейін анда кетіп қалып, жалықтырып жіберді ғой деген жоқ ол жақта. Қандай команда болса да. Ішінде бірақ барлығы араласып ойнайды. Ол мүмкіндік болатын. Мысалы, жоғарғы лига командаларымен ойнап бір сахнада. Тіпті, мысалы, жеңіп тұрсаң, жеңіп кетуге болатын. Бірақ енді ол кезде заңдылық, жоғарғы лиганың командасын сен жеңе алмайсың никак. Өйткені олар тәжірибенің аты тәжірибе. Ты че, өзіміздің жігіттері бар, мынаяқтан костюмесін шығады, мынаяқтан анау шығады, мынаяқтан шуылдақтар, серлері, не бір бомбалар, аграрка сарбаздары, фанк етіп шығады, тағы сері бір пері деген команда бар. Жетеді ана жақта команда, енді кайф болатын. Бірақ біз сол Қазақстан КВН ойдағы кезінде 2005 жылға дейін ойнап кеттік, финалға өттік, финалда жер болып ұтылдық. Финалда аграрка сарбаздары ұтып кетеді Тұрсынбектер. Бұл сіз айтып отқан қазір ол орысша, иә? Қазақша болып отыр, иә? Қазақша КВН. Ол кезде енді ең алғашқы президенті Алматай Көздібаева апайымыз ғой, марқұм. Сол кісінің бастап кеткен лигасының соңғы демі ғой енді. Ары қарай енді білмеймін араларында не болған, бөлініп кетеді. 2005-тен ары қарай Жайдарман болып кетеді. Қазақстан КВН одағы болып кетеді. 2004-те осы Алматыға келіп, мен оқуға түскен жылы біз ол кезде андай болатын. Бір жерде болмайды. 1-8 Алматы, мысалы. Шымкентте. 1-4 Кентауда. Полуфинал ана қалада. Солай барып бойыз. Сонысымен қызық, бірақ бір жағынан. Әртүрлі не? Аудитория? Иә, әртүрлі аудитория. Тағы не материал өзгертпейсің ғой. То есть материал өзгертесің. Әр ойынға, иә. Әр ойын өзгертпеуге болады ғой, мысалы. Жаңа көрін білмейді ғой. Эфир жоқ. Ешкім білмейді де сенің материал. Арасына тығып сөйтсек болады екен ғой. Жоқ. Болмайды. Адалсыздар. Өте адалсың. Редактордың алып таста десе болды. Мынандай не үшін алып тастау керек деп қоя алмаймыз. Білмейсің. Сөйтіп сол бір негізі неден басталды? Жалпы мен енді әкемнің ол кезде КВН-ге қатты жанашыр, командаға деген демеушілік, қолдау, мықты андай. Мысалы КВН колледждің атынан КВН-ші ойнады ма? Барлығы демесем де енді 80% дерлік қызыл дипломмен бітіріп кетті колледжді. Мысалы, өйткені колледждің имиджіне әсер етіп жатыр. Ол бірақ бірден бір
бір алғашқы сондай имиджге пайдасын тигізетін құрал екенін сол кезде білген әкем ау деймін сол кезде. Өйткені КВН ойнап колледж жайлы кейбір университеттерден де көбірек біле бастады қалада. Өйткені жетістіктер пайда болды. Оңтүстіктен анау ол кезде газетке шығады ғой. Оңтүстік Қазақстан деген газеті бар бізде, танымал газет. Соған шықсаң болды, сен жұлдызсың. Өте қатты. И Тұран Түркістан деген газет бар. В общем, оңтүстік Қазақстаннан Тұран Түркістан туралы жаңалықтар алады да, өзіне копи-пейст жасап алады да, сөйтіп Тұран Түркістан шығады, сонымен екі жақтан шығасың ғой. И Тұран Түркістан деген канал бар, сол жақтан ең соңында шығады андай кірпіш сатылады деген жаңалықтан кейін резко андай жаңалық бастады. Қуанышты хабар ағайын деп біреу бастайды бір кісі. Мінекей осындай командамыз осындай жетістікке жетіпті. Жетекшісі осындай колледж директоры Заек Ролан ағамыздың арқасында, қолдауының арқасында кетті. Барлығы айтылады. Осындай колледж, осындай команда. Рахмет дейді. Болды. Бір жаңалыққа ғана қосылады. Андай жаңалықтар жинап. Репортаж емес, бөлек, сюжет емес. Дальше ары қарай пук кете береді. Жер сатылады деп ше. Объявлениялар ма? Ортасына танк кіріп кете береді. И соңында терминатор ма бірдеңе көрсетеді. Сондай канал тұғын, өте мықты канал. Ең соңында поздравлениені көресің. Онда сондай канал. Туған күнмен құттықтау деген көресің. И сол жақта кіммен кім жүретінін біліп аласың қалада. Қала кішкентай ғой. Сол үлкен абырой. Қазір есіме бәрін түсіп жатқанын айтып жатырмын. Өздерін жинап аласың. Андай бүйтіп дайындалмағаннан кейін без хронология. Без хронология кетіп жатыр. Сөйтіп сол әкем сол жақта қатты қолдайтын. Бірде мынандай жағдай болды. Біздің ойын Кентауда полуфинал болу керек болатын. За выход финал. Сөйтті да бұл қай жылы? 2003. Колледждер арасында? Жоқ, 2004. Колледждер арасында емес, болды бірінші лиганың полуфиналы. Сөйтіп Кентауда ойын болу керек болды. Демеуші лақтырып кеткен. Сонымен Исенаға келеді ғой. Сіздерге келеді? Иә, біз колледжге келеді. Давай папаңмен сөйлесейін әкеңмен дейді. Давай сөйлесіңіз деймін. Болды. Күтіп алам, алып келем. Кабинетте отырады, сөйлеседі. В общем, қолдау керек болады. Сонымен әкем Кентаудағы ойын қолдайды, в общем. Білмеймін, бір нәрсесі, бір жеріне демеушілік көрсетіп, біз алын алып бере ма, білмеймін. Есімде жоқ, әйтеуір мен оған араласқан жоқпын. В общем, шығады, айтады, бар, дайындалу керек, короче, болам дейді. Все. Тут уже андай болып қалмау керек дейді. Мен сендер полуфиналдасыңдар. Мен демеуші болғаннан кейін сендер өтіп кеттіңдер, болмау керек. Жақсылап. Достойно ойнаңдар. Иә. Сөйтсек, келсек, о жақта ана Бәсеке деген команда шығады. Баяғы Елең Жылан деген команда бар тұғын. Оның жақсы команда еді. Нұрбол Шорманов, Ержан Аленов деген жігіттер бар. Атын өзі ерекше екен, Елең Жылан болып тұрып, жұлып ойнайтын команда еді. Бір андай бүйтіп әшейін бүйтіп ойнап жүре береді, бір фестивальда бақ етіп жарып кетеді, алып кетеді кубоктың бәрін. Сондай команда тұғын. И андай кішкене сөздің ашығы керек. Шәп дайындалатындар бар андай. Еш уайымдамайды жандай. Енді дайындалу керек. Ұрыспайды. Дайындық бойынша бір-бірімен ұрыспайды. Тек қана андай. Басқа бір проблемамен ұрысу мүмкін. Бірақ бір-бірін не алмайды. Спокойно жүріп, не бар, не дайын, соны ойнай салады, сонда. Бүйтіп жүрген команда. Бірақ легенда сол бар полуфиналда. Тағы Ақтөбеден кімдер келді? Бастау мед. Рүстем Елжановтар келді. Алғашқы танысымыз сол жақта болды. Сосын тағы кімдер келді? Қарағандыдан бір команда келді. Ол үшін былай қарап тұрсаң, жан-жағында командалар бар екен ғой дейміз де. Мықты бәрі четко дайындалып келген, бүйтіп қарап отырмыз, мә деп. Мынау қаяққа түстік біз, басқа болып кетті, полуфинал. Сөйтсек, әр өңірден бит жиналып, полуфиналға осылай іріктелген екен ғой. Ар жақта тағы бір подгруппа бар. О жақта Айса, Аграр сарбаздары солар ойнап отыр. Техас солар ойнап отыр ар жақта. Арғы подгруппада. О жақтан Техас ұшып кетіпті. Біз Техас ұшып кетті, мәссаған деп жүрміз. Сөйтіп не керек, ойын болады. Ойынды бірінші орынды ұтып кетеміз ғой. Өтіп кетеміз финалға. Бірақ негізі өтпеу керек тұғымыз. Енді бірақ дайындалып, білмеймін, ана жақта жарып өтіп кеттік. Намысқа тырысып, плотын дайындалып өтіп кеттік.
сол кезде бір көмектескені бар, и одан кейін басталды. Ары қарай уже болып ойнап, мен 2004 жылы неге түсем, Кимапке түсем, Алматыға қалам, балдар мына жақта, финал 2004 жылы ойнауымыз керек. Қыста ма, ноябрьде ма, финал бола салады. АХВК-да ойнаймыз мына жақта финал. Ал финалға келсең, мына жақтан Айса жүр. Айса ол кезде басқаша, ана Айса емес еді. Сендер 2005-2006 сол Айсаның ең алғашқы сондай образда ойнаған ең алғашқы Айса сондай болды. Андай күшті формты. Оған да жылғы Айса басқа тұғын. Бізбен ойнаған Айса мүлдем басқа тұғын. Бірақ бәріміз мандай дос едік. Чотки бәріміз. Итжан бар, басқа Бақберген бар, бәріміз күшті. Арслан, чот, бәріміз араласатынбыз. Андай бір замандаспыз ғой, Техас бар, бәріміз араласатын. Техас андай команда, андай ойнады. Оның ішінде кім? Абай жоқ тұғын. Нұрбол кажется жоқ. Нұрбол жоқ. Жа Мамыр ағамыз жоқ. Шу жоқ. Нұрбол ағамыз бен Мамыр ағамыз жоқ. Абай жоқ. Қалғандар бәрі бар тұғын. Бұл кезде Максим Рожында командасында бар тұғын. Сондай күшті. Олар да андай стильный, четкий команда еді. Осал команда болған жоқ о жақта. Бәрі әдемі. Сөйтіп біз 2004-тің финалы Аграрка сарбаздары келеді, Айса келеді. Аграрка сарбаздарында Тұрсынбек Қабатов. Кәдімгі толық құрам Аграрка сарбаздары. 2004 толық құрам Аграрка сарбаздары. Сол кезде ойнаймыз біз. Біз где-то 5-ші ма, 4-ші ма орын аламыз. Жарайсыңдар жігіттер болып, Ең алғашқы. Бірақ ол кезде не болмады? Моралды тұрғыда дайын емес едік. Қайда түсіп қалдық? Қалай түсіп қалдық? Алматы бірден, мынандай. Ана гиганттар, ар жақтан Тұрсынбек ағамыз келіп тұр. Москва көрген, уже монстр. Тиянақты, чоткі, мынаяқтан Айса, 28 адам. Бәрі клеш шалбар, чоткі мынандай кепкімен ойнап жатыр. Техас енді ұшып кетті каким-то образом. Случайно ұшып кетті полуфиналдан. И все, о жақта енді Техаспен кәдімгі Аграрка сарбаздарының ойыны болады. Оларға қызық, біздікі енді арасында шығып тиіп қашып. Болды, сол ойыннан кейін болды. Мен ойлаймын, жарайсыңдар жігіттер командасының бітті тоқтады-ау дедім да. Болды. Бұл жерде сұрақ, сіздің мысалы қазір біз білетін жарайсыңдар жігіттер командасының құрамы сол кезде сол құрам ба? Соған келеміз. Ол кезде ол құрам емес еді. Ол кезде мүлдем басқа құрам, мүлдем мына команда ұқсамайтын құрам еді. Бір-екеуі ғана қалды қазіргі неде. Ол кезде Асхат деген жігіт болды, сосын Дәурен қалды ойнайым деп. Ол кездері. Сөйтті 2004-тен кейін мен 2004-2005 жылы 2005 жылы бөлініп кетеді ғой. Жайдарман болып, Қазақстан КВН ойдағы болып, Әзімхан Ахметтің қарамағында қазақша КВН болды. Мен сол кезде бәсеке командасымен Кентауда танысып қалдым ғой. Алматыда кездесіп қалам жігіттермен. Сол елең жылан бәсеке кездесіп қалам да. Сөйтіп достасып, сөйтіп бәсекеде ойнайтын болам. Сонымен 2004-2005 полный бәсекемен ойнаймыз. Ол жерде қандай лига? Ол жерде Алатау лигасы деген болатын. Алматының өзінің местный лигасы. Ол да бір по-своему чемпионат. Вот қазіргі Алматының командалары бар ғой, барлығы ойнай беретін. Тур сондай тұғын. Соны жеңіп аламыз. Одан кейін Қазақстан КВН-одан жоғары лигасын жеңіп аламыз. В общем, барлығын жеңіп келеміз да, сонымен 2006 жылы, 2005-те жігіттер оқу бітіреді. Олар барлығы Казгасан аяқтаған көбісі. Архитектурный строительный. Бәрі жиналады да айтады. Біз болды, не үшін оқыдық? Мамандықпен кетеміз дейді. КВН-ді қоямыз. Мен жалғыз қоймайым деп қалдым. Онда да ренжімеңдер, мен дальше кетіп беремін, жалғастыра беремін. Ол кезде мен Кимапке ойнаймын еще. Сборная Кимап. Оны да өзім ашқам. Мен, ойнай бергенмін ғой, алаңсыз. Қай жерде ойындар, сол жақта ойнай беру. Скилл жинау, мен үшін. Опыт жинау емес, маған қызық еді. Мен опыт деп қарамайтын оны. Маған қызық еді. Еще жай мықты Сочи дегендер шығады. Сөздер естіліп жатыр. Сочинский фестиваль, вышка. 500 команда. Бала кездегі мақсатыңыз не еді? Недосягаем болып естіледі. Соған Нұрлан Қоянбаевтар,
Легион командасы немесе сборная Казахстан Астана барыпты деген естисің андай болыпты, тек қана естисің, болды сарафанное радио, жоқ әңгіме. Сөйттік та қалай болды, оған Сочи былай ысырып қояйық, қазірше оған келеміз. Қазақша КВН 2006 жылы Жайдарманға в общем келісіп, Жайдарман фестиваліне жарайсыңдар жігіттер командасы түседі. Мен сол кезде команданы алып келем. Қалай жинадыңыз онда? Просто әкем жинады да бір қарап берші деді. Бір қарадым апарып. Кім бар ол кезде? Ол кезде көп па? Ол кезде Тишон бар. Прикинь? Мә 2006. 2006 я фестивальге Тишон тағы қасына бір-екі жігіттермен Мына жерін алып кетті. Шынымен айырып тастайды фестивальді. Қадым бүктеп тастайды. Енді неожиданно айырып тастайды да. Никто не ожидал. Кішкентай бала, вроде ол кезде кішкентай бала, бірақ енді Тишон білеміз ғой бәріміз мынандай. Өзі кішкентай болса да, бірақ өзінің жасына сәйкес емес кішкентай. Бірақ ана жерде ойлашы, бәрі мынандай кішкентай бала деп ойлайды да, бірақ ана деп қақаңдап ойнап отыр. Все, залды борқ. Сөйтеді де 2006 Қызылорда аймақтық лигасына түседі. Олар сөйтеміз да. Сіз бұл жерде получается ол жақта мен басында бір-екі тип қашып көмектестім. Одан кейін жолаған жоқ. Өйткені кимикті оқыдым ғой мен. 2006-та оқып жатырмын. Қол тимейді, орысша КВН-мен жүрмін әзірше. Сөйтеді да 2006-ның финалына на команда бармай қалады. Не үшін екенін білмеймін, не себептермен. Басқа лигаға кетіп қалама бір нәрсе болады. Сонымен 2006-ның финалына команда жинап бару керек. Олар финалға өткен олар. Полуфиналды жарып өткен. Бірақ команда жоқ. Не істеу керек? Мен қасыма Рауан, Еділ екеуін алып алам. Оларды қайдан танисыз? Олар мен мысалы 2004 жылы Алматыға келген кезде ол да бөлек әлем. Мектеп аралық КВН болатын Алматы бойынша. Әуезов лигасы деген. Ойлашы қаншама бір бүкіл Алматы мектептері ойнайды. 40 мектеп бар екен ғой. Соның барлығы бір-бірімен ойнайды. Ал ана жерде енді ол мен үшін дүниенің көзі болды. Таза дайын мектеп дайындадым. Мектеп 10 ба мектеп дайындадым. 10 мектеп алып аламын. Бір уақытта. Бір лигада ойнайды бәрі. Бір лигада ойнағанда подгруппалар әртүрлі. 88 подгруппа бар. Әр апта КВН, мына апта мына команда ойнайды, мына апта бөліп алам, графикпен бөліп алам. 10 команда әр мектепке барасың. Жұрттар 20 мың, 30 мыңнан алса, мен 15 мыңнан алатын. Все болды, демпинг қой. Таза. Есептейсіз. 10 команда 150 мың. Енді ойла, 2004 жыл 150 мың теңге, это почти $1000. Это миллион жарым. Сол кездің есебімен, кәдімгі есептейтін болсаң, нормально ақша. Әжептеуір 150 мыңнан былай жүресің. Сөйтесің да, ол мына райондық бітті ма, бір айдан кейін мына райондық басталады. Ол да туыры сондай. Уже тусовка білет, кімдер жазатын. Кім жазатын білет. Уже сізге шыға білет. 15-тен емес, 20-дан көтеріп аласың. 10 команданың 7-і бірінші орын алатын. Мен үшін түркістанский материалмен келгем ғой. Ол Алматыда жыртады. Жоқ ол прям такой махровый. Блин, Алматының бәрі стильный, отбивкілер четкий, билер мынандай заманның ішінде. Мынау панк айырып отырды. Мен біреуін тауып алатын едім да мектептің ішінде. Так сен давай. И все, соған упор. И сондай бір схемамен алып шыға беретін. И сол кезде Раванды Еділді бір лицейде оқып жүрді. Қайдан келді? Нанын қолдан соғықтан тауып алдық. Раванды есімнен шығып кетті. Рауан Елдар Серікбаев деген жігіт, танисың ба? Екеуі ойнайтын. Екеуі ойнайтын. Сөйтсем кейін алдында Елдар проспектің олды істей. Солар алдында сөйтсем Елдарлардың алдында, менің алдында оларды Марат Оралғазин дайындаған екен. Бір ойынға. Ол кезде танымаймыз бір-біріміз. Просто солай болған екен. Сөйт кейінгі ойындарда Равандарды тартып, уже Равандарды ана Басеке командасына тартып жүрдік, Еділ Равандарды. Сөйтіп таныссыздар олармен. Сөйтіп танысып, сөйтіп болды. Олар бір уақыттары енді Раван мен Еділ былай деді. Біздің алып. Как раз проспект молодости командасы бізді алмай жатыр өзіне деді. Нархоз. Олар нархозға оқуға түсті. Братан бір нәрсе қылыңызшы деді. Не қылыңыз? Олар КВН ойнағысы келеді.
командаға алып кетші братан. Давай кеттік жүр. Все болды. Содан кейін жарайсыңдар жігіттерге кіріп кетті олар. Ар жақтан Түркістан балдары болды, синтез болды да. Сөйтіп финалда мен де ойнап кеттім, короче. Сөйтіп бәріміз ойнап, финалда кәдімгідей Қызылордада ойнадық. Бұл 2006 финал. Финал. Қарсыласымыз Қанат Әлжаппаров, Қызылорда. Бұл уже Жайдарман ба? Бұл уже Жайдарман. Жайдарман аймақ Қызылорда, аймақтық лигасы. Қарсыласымыз Қанат Әлжаппаров, Саид, бәрі Бақалөк, солар Қызылорда, біз тағы да бірнеше команда. В общем, біз ол ойынды негізі ұттық, бірақ каким-то образом Қызылорда ұтады. Сол кезде Қанаттар чемпион болып кетеді, аймақтық лиганы. Сөйтеміз де болды. 2007-те команда кетті, тағы фестивальге шақырылады. Тағы мен фестивальге бармайым. Бірақ 2007-те мен Сочидамын ғой. Өмірімде алғаш рет Сочиға түстім. Сіз сборная? КБТУ командасымен. КБТУ-мен, КБТУ-мен. Ол кезде андай болатын. Сіз сонда параллельно орысшада ойнап жүрсіз. Сборная Кимэппен ойнап жүрсіз, иә? Иә. Орысшада Кимэппен. Ол жерде Совет Сауытовичтің лигалары ол тұрақты түрде жұмыс істеп жүр. Ол Евразийский лига деймін. Мега лига. Анау менсінбейді қазақша КВН-ді. Мынандай, что за... Ребята, вот уровень болды. Иә, өйткені Александр Масляковтың ұлы кәдімгі келіп жүргізіп, Александр Масляковтың өзі келіп жүргізген ойын. Иә, егер ойындар мұқият қарайтын болсаң, Гуликов бар, Куприда бар, басқасы бар, авторлардың барлығы, тіпті Вячеслав Досмұхамедовтың өзі финалда екінші қатарда отыратын қарап командаларды. Материал жинап, мынау бар деген сияқты. Сіз ол жерде, получается, сборная Кимэппен ойнап уже нәтиже көрсетіп жүрсіз, иә? 2006-да вице-чемпион болдық. Евразийский лиганың. Евразийский лиганың республиканская лига дейтін болатын. Одан төмендеу ма? Сәл төмен, бір сат төмен. Премьер лигасы ғой, грубо говоря. Соның біз екінші орын алып қаламыз. КБТУ бірінші орын алады. Бірақ, по-моему, біз алып, жоқ, КБТУ бірінші орын алмайды. КБТУ ұшып кетеді. Ұшып кетпейді. Үшінші орын ба, төртінші орын алады. Біз екінші орын аламыз. Бірінші орында KG деген қырғыздар алады. Бишкектен келген команда. Элдияр Кенесаров солар алып кетеді бірінші орында. Сөйтеді, бірақ не істейді? Бірінші орын алған команда бару керек қой за счет лиги. Ал мен еще ол ойында лучший игрок аламын. Лучший игрок, оказывается, сыйлықтармен бірге лучший игрокты чемпион командамен қосып жібереді екен. Неге? Сочиға. Сізге сондай бақыт. Маған сондай бұйырды. Мен, кім бар енді? Мараттан сұраймын. Марат Оралғазиннан. Қалай ол? Сен ол деген басқа әлем ғой, ты чё? Ал сіз сонда Марат Оралғазин мен СКЛ Казградпен сол лигада таныстыңыз, иә? Иә. Бірақ олар бір саты жоғары ойнап кетті. Біз мысалы республиканскийде ойнаған кезде олар Евразийскийде ойнады, иә. Біз былай түскеніміз олар дальше кетті да, сол сияқты болып қалды. Сөйтіп сол кезде ол айтып береді, ты чё деп. Негізі жалпы орысша КВН-ге негізі 2005 жылы түсеміз ба, полный ұтыламыз ғой. Полный. Ол кезде білмеймін, ұшпайсың. Полуфиналға дейін барасың бір нәрсе. Өткізет, білмеймін неге екен. Тағы да андай мен естідім, ойындар болады екен. Жаңағыдай 1-8-ден өте алмай қалған команда болады. Бөлек ойын. Иә, кубок болады, соның жеңімпазы былай өтеді. Анан жеңу вообще қиын емес саған. Ол андай бір өтірік чемпионат еще. Сөйтіп біз полуфиналға дейін өтеміз, бірақ әр ойынымыз соңғы орынға почти. Мен басекедегі балдарды шақырам, қараңдаршы, олар бәрі бүйтіп қарап, мынау қоя салсай деп жатыр. Наоборот қоя салсай. Немен ол? Ар жақта өзіміз король болып жүре бермедік па деген сияқты. Қазақша КВН-да. Қазақша КВН-де бөлек, ол бөлек әлем. Бәрі бір залда өтеді, дворец республикада өтеді. Аудитория басқа. Аудитория басқа. Жүрсің екі түрлі да. Қазақша КВН-де былай жүресің бүйтіп. Бәрі біледі. Бәрі таниды. Орысша КВН сәл бұғып жүресің. Мен түсінбеймін, системасын түсінбеймін 2005 жыл. Сонымен ал ол кезде КВН ойнайсың ба, КВНнің артында, яғни залдың, сахнаның артында тусок бәрі жиналады. Ал гүмбір әңгіме, енді білмеймін,
бәріміз ешқайсымызда ақша жоқ, бірақ тусовка кетпейді неден. Дворец болса Залда дворец кетпейді. залдан емес, сыртында есік жабады, болды сыртында, бірақ стоянкасында тұрасың, паркингде бүкіл тусовка тұрады. Біреу машинасын әкеледі, багажын қосып, музыка қосады, біреу энтузиазм ғой, біреу гитарадан. Яғни бір фотоларды көретін едім, барлығы тұрған дворецтің артында бүкіл адамдар жиналған. Түрлері көрінбейді да, бірақ андай алыстан ол уже дамыған тусовка. иә. Ол кезде бәрі жиналып ар жақта болды, и бір-бірін таныстырады. Ана жақта мына кетті, бір команда мына бір ящик пиво алып келеді, біреу ана жақтан сушняк, біреу былай. Білмеймін қалай екен. Шетінде дүние, көңіл көтеретінде әңгіме, барлығы сол атмосфера. Қыс болсын, жаз болсын, ешкім кетпейді. Өте қызық. Бәрі өте қызық. Вот негізі осы үшін ойнайды ғой, міне. Вот КВН деген сол атмосфера үшін. Прикинь, оказывается. Ешкімге анау керек емес. Кубокты лақтырып жібереді біреу. На, пацаны, дарю, мау, ешкімге қызық. Мынау араласу. Сол кезде араласасын, анау маппен араластық, анамен араластық. Мынандай, сен мынандай бола екенсің. Сол кезде мен 2005 жылы Маратпен былай, оған дейін бит таныспыз, бірақ бит тығыз сөйлесе бастадық та, екеуміз. Сол кезде мен айттым, мен кеттім, мен қазақша КВН чемпионым, не аламын мен мынаны? Иә. Ну, давай деді. Ал, не істейсің, қазақша КВН не істейсің? Ұтамын қазір маған. Сосын не істейсің? Жайдарманға барамын. Ладно, Жайдарман премьер лигасы ма? Иә, ұтасың. Сосын жоғары лигасын. Сосын не істейсің? Білмеймін. Иә. А тут няқа қара дейді. Қазақстанның лигасы бар. Республиканский лиганы ұтасың. Евразиканы ұтасың. Сочиға барасың. Сочидан еще бір лигаға түсесің. Ол тағы премьерка бар. Премьеркадан кейін вышка бар. Вышкадан кейін кубок чемпионов бар, летний кубок бар. Летний кубоктан кейін дальше я не знаю дейді. Қарасай қазір. Иә. Нұрлан Қоянбаев бағаларымыз қарасай. Куда кетіп қалды? То есть клабым бар. Бірақ ол кезде шыны керек, басқа құрылғы жоқ қой, құрал жоқ. Ол кезде Comedy Club та ашылмаған еді ғой. Иә. Енді ашылса да әлі не конкурент еді. Иә. КВНнен басқа дүние жоқ тұғын. Біз үшін ана сахнаға түсу кәдімгідей. Ол қазір YouTube бар, Instagram бар, барлығы бар. Бармай-ақ дами беруге болады жастарға деген сияқты әңгіме бар. Бірақ ол кезде ол біздің ішіміздегі қалай айтсам екен, арманымыз ғой. Ол действительно арманымыз еді. Әр КВНщиктің арманы Сочиға бару, чемпион болу. Қалай, это уже басқа вопрос. Иә. Бірақ ол кезде біз кәдімгідей сонымен өмір сүрдік. Ақша үшін емес, мансап үшін емес, кәдімгі сонымен өмір сүрдік. Өзіңіз айтатыныңыз ғой, таза голый энтузиазммен. Голый энтузиазм, қатты голый энтузиазм болды. Бірақ енді білмеймін, мен одан да қатты сүйетін дедім. Вот сол кезде мен дедім мен. Андай кейде сәл ішіп алсаң андай не ашылады ғой, чакры. Алам мен дедім. Біз қарап тұр, давай паке дедім, қарап тұр. Мен аламыз. Все, давай вперед деді. Кеттім одан кейін. Сосын қарадым, 2005, так, 2006 ойнадық. Ойнадыңыздар? Сочиға барып келдім. Лучший игрокты алдыңыз? Алдым, Сочиға КБТУ-мен бардым. КБТУ-мен бардыңыз Сочиға? КБТУ-мен бардым, ойнадық. Бұл алғашқы Сочи, иә? Алғашқы Сочи. Алғашқы Сочи ол кезде не фестиваль өтесің ғой. Екінші турдан кейін гала-концертке өту керек. Ол кезде гала-концерт деген бар тұғын. До объявления результатов. То есть біз ойнаймыз, жарамыз, гала-концерт. Екінші турға өтеміз, жарамыз, гала-концертке өтеміз. Еще гала-концертке өткен жалғыз қазақ команда біз боламыз. И Астана КЗ. Ладно, олар онсыз да сол жақта жүрген. Вне конкуренция олар. Иә. В принципе, олармен не аламайсың. Иә. И біз премьер-лига. КБТУ премьер-лига. Берді сол кезде. Примерно ойладыңыздар. Көздеген нәрсе сол болды. Бірақ КБТУ-дың да бэкграунды бар ғой. Евролига деген Минскта ойнап келді. Центральный лигаларда ойнап, жақсы нәтиже көрсетіп, жалпы редакторлардың, ұйымдастырушылар алқасының көзіне жақсы ілінді. Сөйттік та біз премьер-лигаға түстік қой. Болды, мен үшін клабын ашылды. И келем, миымда самосознание келеді ғой. 2006-ның, иә? 2007. 2007. Бұл премьер-лиганың уже екінші жыл өткізіп жатқан кезі, кажется, иә? Сонымен мен келем, и қарасам, командам қарап тұр маған. Мен жалғыз өзім КБТУ-да ойнаймын премьер-лигада.
ал ол жақта ойнасам команда жайында қалды. жарайсыңдар жігіттерді айтып жатсыз. Сборная кимеп тұр. Сборная кимеп. Ол уже сборная кимеппен жарайсыңдар жігіттер бір болып кеткен, екеуін бүйтіп күшіп жібердім. Мына Құрам бірдей. мыналарды Семен мен Сергейді мына жаққа қолдансам, Рауль мен Еділді мына жаққа қолданды деген сияқты ғой. Бүйтіп просто 2007-тен кейін көп нәрсе ашылды маған. Сочинский фестивальден кейін Сочиға барып түрлі командалар болып, мен жұрттар кайфовать етіп отқан кезде мен залға барып каждый ойынды қарайтын. Әр команда қызық болсын, қызық болмасын. Схемалар, аналитика, қайсысы уже өтпейді, қайсысы беспонтовый әзіл. И уже келіп, бәлем, біз, оказывается, дұрыс емес ойнап жатыр екенбіз ғой, ё-моё. Можно же, зачем біз мына шаблонмен ойнап жатырмыз? Можно же создать свой шаблон, свой стиль, свою отбивку. Щелчок болу керек қой, фишка болу керек қой. Мә, болды, все. И уже 2007-те, короче, мен өзім командамен неге кетем, Челябинскке кетем. Уральский лига. Без Сочинского фестиваля. Без Сочинского фестиваля. Просто достаточно было того, что мен премьер-лигада ойнаймын, барып неге барамда. А можно, есть команда в Алмате, моя, личная, к вам. Конечно. То есть сен эфирде болсаң, сен уже сөзің спокойно жүреді ол жақта. Сөйтіп 2007 Премьер-лиганда ойнап жүрсіз? Премьер-лиганы Челябинскқа да барып жүрсіз? Уральский лига, жоқ, премьер болды, КБТУдан шығып кеттім. Екі жақты алып жүре алмайсың. Бірақ 2007-те премьер-лиганы Жайдарманда премьер-лига ойнап жүрдім. Алматыда. Болды. Сіздің анау қыздар шығарып, Дизи, қандай энергетик. Біз білетін. Red Bull. Red Bull ол негізі күшті әзіл болатын, бірақ орысша әзіл. Вот сол ошибка номер 1. Кейде орысша КВНде болған әзілдерді қазақша КВНге алып келме. Вайптар бөлек, түсінігі бөлек, аудармаға түскен кезде вообще бөлек. Ментальность әртүрлі, да. Ол кезде еще открытый лигада ойнағанбыз. Открытый лигада көріп қалады да, есін открытый лига, Тимур Ержановтың открытый лигасымен Жайдарман сотрудничать етеді. Бірге ақша екі жақтан шығарып, бір декорация алған ғой Алматы. Біреу премьер-лигаға ойнайды. Өйткені сіздердің ширмаларыңызда жазылып тұратын открытая лига Казахстан, бірақ Изинаға жүргізіп жүр. Ол өйткені декорацияны екі жақтан, ол кезде қаражат бөлінбейді ғой, екі жақтан шығарып, декорация бірге алады. Сол кезде бір-бірінің ойына қатынап жүреді ғой. И сол кезде 1-4 ойын ба, біреуінде есін айтады, не абан әзіл оймайсың дейді. Қайсысы? Red Bull нәрсе. Жайдарман. Red Bull ақырылайды деген. Серьезно ма? Күшті ғой. А ол открытый лиганы айырған. Давай дедім. Ойнау атым. Там тұрыс қой залы. Бірақ ол кезде задний жоқ қой. Ойнай бересің. Соңына дейін нағызып түр бермей өтіп атқан. Продавливать етіп. Бірақ ол кезде уайымдаған жоқпыз. Сол ғана әзіл өтпеді. Қалған материал плотный болды. Сіз, получается, 2007-де Жайдарманның премьер-лигасында ойнап жатсыз. Сосын открытая лига Алматынікі Тимур Ержановтың лигасында ойнап жатсыз. Сосын Челябинскке командаң Уральский лигада ойнап жатырмын. Екі жақта, үш жақта ойнап жатырсыз. Патырлатып, қырылып, үш жақта. Біз білетін құраммен, Үш жақта да солар. Үш жақта да солар. Сосын кішкене енді өзгеріп тұрады арасында. Мысалы, Уральский лигаға мысалы уже Рауль мен Еділді алмадым. Ол жақта тек қана Кимовтың балдары бар да, орысша ойнайтын балдар. Уральский лига полуфиналынан ұшып кеттік. Полуфиналынан ұшып кеткенде мен бара алмай қалдым. Ол кезде еще оказывается сабақ оқу керек екен ғой, университетке түскенде. Экзамендер бар екен. Солар болып қалды. Мен содан полуфиналға бара алмадым, команда ұшып кетті. Негізі енді мен бармағаннан кейін ұшып кетті деп айта алмаймын. Мықты бәсекелестік болды. Полуфинал дайындалып бару керек. 1-8 бен 1-4 қатты айырып алдық та. Біз қазақтарда сол кезден ба, мүмкін қазірде бар шығар, білмеймін, жаман әдет бар. Алғашқы ойындар қатты айырып аламыз, бітіп жүреміз, болды. Халық әртісі болып кетеміз кәдімгідей. Не алдық? Уральский лиганың полуфиналынан ұшып кеттік. Открытая лиганың ұшып кеттік 2007-те полуфиналдан. Жайдарман финалға өттіңіздер ғой. Премьер-лига алды, финал. Финалға келді. Жатып алып дайындалады әсінен әледі. Ана екі жақта жүріп, несен қайтарам. Болды. Кім соперник? Сөз тимесін.
мә ол сөз тимесін кім болып келеді, еще бүйтеді, полуфиналда ойнаймыз ғой, полуфиналдан өтеміз бәріміз. И сөз тимесін кімдер келеді, Ералаш, Шапағат, бәрі келеді, бірге енді доспыз ғой бәріміз. Айтады, брат, біз ойнамаймыз финалда, болды, біз дипломымызды алып кетеміз, саған жақтасамыз біз дейді, короче, болды, саған поддержка, көмектесейік, одан да келіп. Болды, рахмет жігіттер. Аны қарасам бүкіл көстімесін Достайптан басқасын бәрі келген. Толық құрам. Сақадай сай, толық құрам, четкі форма, менікі сәл бардақта болып отыр. Ал дайындал. Уже примерно уже кетті, стратегия басталды. Не істейміз? Так, биатлон, Семен. Капитанский өзім қапшайын, мақыл. Там Дамашкеге упор салу керек кішкене. Дамашкі, давай, аналарда что-то шоу бірдеңе бар. Значит, біз на смешное. Бірақ Дамашкінде тоже ол кезде Технар Политех деген команда бар. Өзі марқұм Ната ойнайтын, Мақсат деген жігіттер, кім, Миржан, Мирхан ойнайтын сол команда. Жап Технар Политехтің аға буыны. Солардың бір не Дамашкілер көрсеткен. Ішінен соны бүйтіп бір сұрап алдым, бірақ сұрап, мынаны бүйтсем бола ма, мынаны бүйтсем бола ма. То есть ішінен әр айсынан сұрап, Мараттан бір дүниелер сұрап, жинап конструктор жасап, бір жақсы Дамашкі шығардық та. И еще қыздармен линейка болды. Линейка. Сол қыздармен линейка, полный өзіміз жасаған дүние. Сонымен алып шықтық. Менің ойымша біз ұттық ол кезде. Бірақ нәтиже бойынша екінші орын, екінші орын нәтиже бойынша. Бірінші орынды кім алды? Сөз тимесін. Бірақ сахнаның сыртында Ерлаш келді, брат, мен мойындаймын деп қолын беріп кетті. Мен мойындаймын. Бізде амал болмады просто. Бізге диплом бермейтін еді, брат деді. Мақыл дедім, мейлі. Ойын все, уже 2008-де жоғары лигадасыз. Жоғарғы лигадам. 2008-де уже открытие. Осы жерде сұрақ қойсаңшы. Гүлнара Силбаева Кимэптан қосылды ма сіздерге? Гүлнара Силбаева негізі 2005 жылы сборная Кимэпқа ойнады, кейін ойнамай кетті, ойнады, тиіп қашып керек кезде. И оны 2008-де четко қолдана бастадық. То есть Гүлнараға әзілдер жаза бастады. Старая Глория Гейнер, там быстрее пой, у нас времени, соның бәрін, сондай барлығын Гүлнараға жаза бастады. Күшті әзілдер, уже все ойнайтын көрдік та. 2008 тағы да Сочинский фестивальге бардық, уже сборная Кимэп болып бардық 2008-де. 2007-де де 2008-де уже сборная Кимэп болып бардық. Тағы уже білем қалай не істеу керек. Екінші турға өттіңіз ба? Екінші турға өттік, прикинь. Уже матерым ғой, Сочида қалай қимылдау екен. Енді болды, қыдырып қойдық енді. Командамен жүргеннен кейін қуанасың, не аласың, алғашқы өзіңнің командаңмен келдің, не деген қуаныш. Гүлнара да барды. Четко ойнап шаттық. Екінші турға өттік. Екінші турда кішкене жетпеді. Жете алмай қалдық. Демеу болмады, қолдау болмады, ағалардан біреу. Мынау менің командам, қарап жүріңдерші, демеді ешкім ол кезде. Өкінішке қарай. Мейл дедік те, бірақ біз Лига Москвы и Подмосковьеға түстік. Сөйттік те Қазақстанға оралған кезде Евразийский лигаға түстік, вышкасына. Қайтадан. Ол кезде қырғыздар ойнайды. И кім, қателеспесем, қырғыздар ойнайды. И кімдер ойнады? Кім, Русик, Равиктер ойнады. Павлодар ойнады. Атамекен болып команда болып ойнады ма сондай. Олар ойнады. Көп. Мапта ойнады. Марат Алибаев ағамыз ба? Марат Алибаев, Абзал бәрі ойнады. Енді кәдімгі бол чемпионатқа түсіп отыр қой. И 2008 жоғарғы лиганың вышкасына түсеміз. Без фестиваля. Өйткені параллельно мен Сочида болып қалдым да. И былай кірдік қой. Жоғарғы лиганың, құрамына. Бірақ енді түсуге заң бойынша, о жақта тәртіп бойынша болмайтын еді. Негізі. Өйткені фестиваль қатыспадық қой. Бірақ енді кезінде әкемнің көмектескені бар ма? Мүмкін, может, есіне соны елеп ескеріп, ладно, жігіттерге скидка деген шығар. Бір жағынан енді бір жаман ойын көрсетпейміз ғой ол жақта. Тәжірибелі команда екен. Тәжірибелі команда екен бет.
болды, ал енді 3 лиганы алып жүр. Вообще қиын болып кетті. Үшеуі де статусы бойынша ең мықты лигалар. Үшеуі де статус бойынша, иә. Үшеуін де алып жүр. Лига Москва Подмосковье 1-8, 1-4 қуалап жүріп ұтып кетеміз ғой. Пара-папарым бар ол жақта. Жетеді. Иван Абрамовпен бәсеке сол кезде басталған екен. Сол кезде басталған екен, бірақ еще 101 Алматы институты сол кездері. Рустем Рустем Умаров, Умаров. Алишер Утев ойнайтын, иә? Алишер Утев ол кезде жоқ. Бірақ жалпылама Иә, ол мықты құрам. мықты құрам. Жоқ, кім Махоня мен Матильда, яғни Мейірхан мен Мейіржан, Рустем Умаровқа келді. Сөйтіп барлығы ойнайтын. Олар мына подгруппадан келеді, біз мына подгруппадан, сөйтіп екеуміз бүйтіп келеміз да полуфиналдан екеуміз ұшып кетеміз да. Сөйтіп ол кезде руководство айтады, біріксеңдерші дейді. Редакторлар айтады. Екеуің біріксеңдер, екеуіңді финалға өткіземіз. Бір командаға. Иә. Қазақтар біріксін ба? Ондай кезде біз далбанбыз ғой, тазасы керек ше. Ана жерде наоборот бірігіп, бытыштан шығып, Ұтуға болушы еді. пиет тастап, ар жақта от тастаудың орнына бәт андай бір-біріміз жоқ, біз бірікпейміз дейміз ғой. Олар да бірікпейміз дейді, біз де бірікпейміз дейміз. Ема не? Ана шетелде жүріп бір-бірімізбен қырылып жүрміз ғой. Бір-бірімізбен жарысып жүрміз. Негізі вообще, сол кезде енді қазіргі достығымыз болғанда басқаша болар ма еді. Мейлі, может, оның да бір өзінің Қайыры бар шығар, иә. Сөйттік та 2008-де оралдық. Евразийский лига бар. Иә. Тур былай қарап тұрсаң, бәрі Уральский лигамен 2007-де премьерка, открыто. Тур сол қайталанып жатыр. Тарих қайталанып жатыр. Бірақ сол қателіктерді жібермеу керек. Тиянақ дайындалу керек. Бәрін шашып, уже опыт деген вагон жинап алды. Евразийканы бірінші Жайдарманды алдық. Сол кезде Тұрсынбек ағамызбен қайтадан түстік. 4 команда ойнайтын кез. Жигули. Все, Абзалжандар. Тиянақта четко стратегично жазылған дүние. Тек қана есіне айтты. Разминкіден ширатудан ұтылып қаласың деді. Өйткені Тұрсынбекке қарсы, бұл Тұрсынбек ағамның, Тұрсынбек Қабатовтың алаңы ештеңе істей алмайсың деді. Ой, намысыма қатты тиіп кетті. Ал дайындаламыз ғой, өтірік ойнай береміз, в общем, білмейміз, бірақ разминканың тәртібін білмейміз, бірақ ойнай береміз өзара ойынға дейін. Иә, сұрақ қоя береміз, бірақ пайдасын тигізді. Сұрақ болса әйтеуір бір жауап бар. Иә. Күлкілі болмаса да ровный, ол кезде андай дейтін жүрегі отыратын еді ғой. Әдем айтты. Мәди Манатбек деген кісілер. Сөздің әдемілігін бағалайтын сондай. Оны да біліп ағамыз ғой, бір жағынан. Оны да ренжіп болмау керек, кішкене бүйтіп андай. Сәл жауабың ұйқасын келтіріп барып жауап берсең, деп қоятын болды. И каким-то образом танк разминкіден бірінші орын алып кетеміз. Оның өзі стратегия ғой. Иә, ол не полный стратегия болды енді. И сөйтіп ұтып кеттік 2008-де. Евразикаға келді, Евразикада бәрін шашып тастадық. Бірінші орын. Чемпион болдыңыздар. Болды. 2 лигада чемпион болды. Не керек? Қазақстанның пиктары алынды. Бітті ана жақта. Түркістанда анау Жайдарман чемпионысың ғой. Түркістанға баратыр. Әкім марапаттайтын болды. Кіріп келесің. Бірінші Қожа Ахмет Яссауи. Екінші 3 стенд болады. Дәу. Кіресің, машинадан кірген кезде бірінші Қожа Ахмет Яссауи тұрады. Екінші Бекзат Саттархан. Біздің мақтанышымыз. Марқұм чемпион. И үшінші біздің команданы сүйреді. Болды ғой. Болды, анадан біле бересің қалада кім екенін. Екеуі жоқ. Үшінші стенд тірі. Қаладасың. Тірі аңыз. Балдар күтіп жатыр. Кафеге кіресің, бүйтіп біреу бір аға отырып. Сендер ана квенші емесің бе? Молодец. Менің атынан ату сол кезде көрдім ғой популярность. Ойлаш, анау түнгі 3 па 12-де ма көрсететін эфир финал. Финалдың өзін ол кезде қазақ телевидениесінің өзі финалдың өзін қатты менсінбейтін. Қазақ тілді проект менсінбейтін. Кейіннен қазір түсінді ғой, Жайдарман алып күш екенін бар. Ол кезде сол кездің өзінде ойлаш, ана түнде болса да көрген халық көріп, сен уже қалада таниды сен. Сендер ана квенші емесің. Не деген эфир бұл. Бұл YouTube емес, бұны телевизордан көресің. Бір-ақ рет көрсетеді. Соны көріп алған бүкіл ел. Сол кезде мен Жайдарманның кәдімгі кем емес
артық болмаса Иә. орысшадан кейін вот қазақ тілді андай кішкене қуандым іштейше бізде қазақ Танымалдылығы. келатыр былай келатыр нормально. Şu Евразийканкың ұтсаң Алматыда несін визасын не кайф болатыр енді. Иә. 2009 бас салады. Сіз бас продакшнға кіретін кезіңіз ба бұл? 2010-нан кірдім бас продакшн. Ол кезде бас продакшн деген жоқ. Ол кезде Каз шоу деген бар. Каз шоу ол кезде Нұрлан Қоянбаев, Ақылбек Досжанов барлығы бірге. Иә. Қызық радиосы, Шатақана деген сияқты. Шатақана барлығы бірге. Ол жақта Марат Оралғазин мен Әділет Жұмабек жұмыс істейді, барлығы сол жақта. Ол кезде олар болып жұмыс істеп жатыр. Олар басқа уровень. Біз әлі КВН'міз. Бірақ біз көз алдында басқа КВН'нен басқа ештеңе жоқ бұл кезде. Все, 2009 Совет Сауытович тұрады да, давай мен ақша төлеймін командаларына дейді. Сен де қайтадан ойнаңдар. 2-ші сезон подряд. Евразийский. Давай кеттік. Сосын 2009-да ешқандай неге, 2009-да Сочиға барамыз, 1-ші лига деп барамыз. 1-ші лига кім руководительдерін дейді бізге? Жоқ ешкім. Ол кезде ешкім араласпаймын ғой. Былай тиіп қашып, привет, пока. Ешкім болмайды ғой руководитель. Бір-екеуінен сұрадым, атын айтпай ақ қояйын. Жоқ деді. Просто братан болып қасымда тұршы дейді, болды. Ол не үшін сұрап отыр редакторлар? Уверенность болу керек. Ертең материалмен келе ма? Келе ала ма, орта жолдан келе ала ма деген сияқты, иә? Анау тұрса, мынау вышка көрген бала ғой. Значит, все. Доверие бар. Доверенное лицо ғой, болды ғой. Ана жақта. Бұл жігіттер білем, бұл кемап қой, ты че, это номер 1 университет, ақшасы көп деп жіберсе болды. Бізге барамыз деген қағаз болса болды. Иә. Ешкім алмайды, сонымен қап кетеміз. Бірақ кәдімгі Сочиді ол кезде тоже айырып өттік. 2-ші турға өттік. Андай не еді? Номер қандай еді? КВН нашего старшего поколения нашими глазами дейтін. Полностью пародия жасап ана диш дейтін же. Господа қатарға ойнап. Соны істегенбіз біз. Соны қатты Сочида айырды негізі. Еще мен помню полуфиналға неге апарғам? Евразийский. Лига Москвы Подмосковья. Лампаға ма? Типа лампаға апарғам. Сол кезде редактор айтты, вы алып қалыңдар деді ма? Ебанулись деді. Блять. Типа вы охуевшие такие издеваетесь над КВНщиками старшего поколения. Типа, кто это над этим будет смеяться деді да? Ладно, извините. Сочида бірақ редактора жоқ қой. Біз редактора көресің, тусовка отырып. Айырып өтті. Я же вам убрал, да, в полуфинал? Я извиняюсь, я ошибался деді. Долбоёб нахуй деген соң бәрін сол кезде өткізгенде алатнек кетті ғой ана жақта. Бірақ номер ғой сондағысы ол. Бірақ күшті номер болатын. Просто ол тусовочный номер. Не для зрителей. Сөйтіп 2009 ешқандай орысша лига ойнамаймыз. 2009 Евразийский бірақ Қазақстан Евразийскийде ойнаймыз, иә. Мен еще параллельно андай бір бөлек Қазақстан қалалар құрамасы ма, соған ойнаймын ғой, еще Марат Остап сезонға түсеміз ғой біз. Полуфиналда бір командаға жолымызды беріп кетіп қаламыз ғой. Жайдарманға. Иә. Өтірік сборная андай жинап алып квартирада жата беретін. Сахнада дайындаласы болатын да? Бәрі отамыз ғой дейтін. Сонымен 2009-да сіздер Евразийсканы қандай болатын? 10-да чемпион боласыздар. Екінші двухкратный. Иә. Сол кезде андай СССР деген команда пайда болады. Сека Вайнстар, Алишер Утев барлығы. Иә. Сол кезде Тузовкада Сека тұрады. Открытый лигаға келіңдерші дейді. Сол жерде айырамыз сендерді. Алматыдағы открытый лига. 2010 открытый лигаға түсеміз. Не керек болды. 2010 открытый лигаға түсеміз де. Ол кезде Сочиға бармаймын. 2010 открытый лигаға түстік. Все, 2010-да еще жұмыс басталады. Сол жаңағы неге кірдіңіз? 2009 басталды уже. Бас прода жұмыс басталды. 2009 плюс Мәссаған басталды менде. Болды андай. Вот почему.
Сочиға барған жоқсыздар. барған жоқпыз. Вот мына жақта жұмыс үлгеру керек. Бірақ 2010 открытый лига 10-да чемпион боламыз. 2011 ВКЛ ашылады. Иә. Высший Казахстанский Нұржан Бейсенов ағамыз. Иә. Сол ашады, ол шақырады. Вот соған қайдан 101 Алматы. Ол жерде город Түркістан болды. Бірақ сол сборный келмеп қой негізі. Иә. Атау басқа атау керек болды уже. Оқуды бітіріп кеттік. Город Түркістан болып түсеміз. Ар жақтан 101 Алматинец түседі. Болды. Вот негізі ВКЛ-ға түсуіміздің себебі сол бір-бірімізбен Шешілмеген әңгіме. Шешілмеген әзілдесіп отырып, біз сендерді айырамыз, біз сендерді айырамыз. Сонымен кеттік деп кеткенбіз ғой. Соны екі жақтан бейтап келеміз де, олар орта жолдан жұмыстармен ойнай алмай қалады, қатыса алмай қалады. Иә. Деген отмазка оларды, білмеймін. Қорыққан шығар. В общем, ВКЛ-ді аламыз 2011 жылы. Сосын 2012-де мен уже кімдермен Сочиға барам, по-моему, или 2013-те барам ба? 2013-те барасыз. 2013-те барам да, уже. 2011-де мынандай болады. Бізді егер ВКЛ чемпион болсаң, Сочиға апарамыз 2012-де. Деген уәде берілді, бірақ бізге келген кезде орындалмады деп айттыңыз. Иә. Бізге келген кезде неге екенін білмеймін, орындалмады. Біз де ол кезде андай бүйтіп, неге деп айта алмадық. Сұрамадыңыздар. Иә. Соңына дейін чемоданмен отырдық, заттарымды жинап. Уже андай болды да, болды, сендер барасыңдар. Кәдімгі айтылды, ертең редакторлар келеді, солармен жазып дайындалу керек Сочиға. Болды, четко деп, біз кәдімгі уже дайындалып жүрміз. Өзімізше. Уақыт аз қалғанда бармайтын. Уақыт аз қалғанда жоқ, бармайтын болды, басқа команда кететін болды. Не үшін түсінбедік вообще. И мына жақтан уже все. Сосын 2011-де не болады? Сіздің бір әңгімеңіз бар да, осы кезде ма деп ойлаймын, бір сұхбатта айттыңыз. Маған жоғарғы лиганың редакторлары, жоғарғы лиганың ба, жалпы сол Ресейдегі КВН-ның редакторлары, сенің командаң мультяшная команда, өте керемет потенциал бар, сен кел деп бір ұсыныс айтты. 2011-де айтады. Гуликов айтады, Михаил Гуликов айтады. Мен жай банкетте ішіп отырып айтамын, андай бүйтіп, біз қазақтар андай ғой, орыстарға бұл конкретно сұрақ қою керек, біз алып келеміз ғой. Алыстан ба? А вот может быть такое, что команда, не игравшая в центральной лиге, попадает сразу через сочинский фестиваль в премьер-лигу, например. А почему и нет? У вас очень интересная команда, сендер жақсы командасыңдар. Сендерден дүние жасауға болады деді. Но не то, что это Қазақстанда қойып отқан. Ты просто знаешь, что в Казахстане заходит, и я не препятствовал, дейді. Поэтому осы материалды бере салдым. Мынау болмайды, по идее. Но басқаша сызу керек сендер. Приезжай и с деньгами, деді. Көмектесем, бірақ тегін көмектеспеймін деп тұрған да, авторлыққа авторларыма ақша төлейсің деп тұр ғой. Мәссің ғой, болды ғой, миымда примерка тұр ғой менің. Примеркадан бір жақсылап көрініп алып, вышканы төңкереміз. Сіздің мақсатыңыз сол город Түркістанды кәдімгі жоғары лигаға дейін алып бару болатын. Ол кезде марқұм әкем тірі, әкеме айтамын, осындай лақтырып кетті. Лақтырып кетті дейміз ғой, білмеймін, может өзінің себептері болған шығар ол кезде. Оны айта алмаймын. Маған да айтылған жоқ, ренжіме бауырым, мынандай болып қалды, мынандай жағдай болып қалды деген жоқ. Өзімен өзі қап кеттік та, и ақша таппай қалдық. Әкем әкімге кірді, әкімнен сұрады, әкім енді жылдың аяғы қалай жоқ қой қазір, бірден шығара алмаймын ғой деп все. В общем, бармайтын болдық, и не болған еді 2011-де как раз Актив Фест деген болған, қала аралап концерт беру. Балдардың бәрін тығып тастаған. Жоба, телевизионный жоба. Телевизион жоба емес. Бүкіл Қазақстанды концертпен аралайды. В общем, на выхлопе әрқайсысы бір $10,000 ұстайды. Балдардың әрқайсысы примерно. Ойлы 40 қала. Мына бетте 40 қала, мына бетте екі-екіден бөліп тастап ведущийға жіберем ғой балдарды. Өзім бармаймын, балдарды заработать етсін деп жіберем. Ақыл ағамыз екеуміз отырып
сосын давай мына жаққа давай рауан мен еділ мысалы, мына жаққа досжан мен тағы біреу бауыржан деген сияқты бүйтіп былай жібереміз, бәрі ақша табады. Сосын бүйтеді, Ақылбек Досжанов ағамыз айтады, короче, аналар ақша бермейді, былай істейік дейді, давай мына балалардан әрқайсысы все скиньтесь. Ол кезде бір әрқайсымыз бір 2000 ба 3000 доллардан лақтырсақ, в принципе ол ақша жетеді, премьер лигаға өтіп аламыз, спонсор болады, спонсордан барлықтарына тап қайтарып береді. Все, бұл навсегда емес, қайтатын ақша. Все, команданы жинаймын, командаға осындай айтамын. Мә, сол кезде мен үшін енді бір чуть-чуть разочарование сол кезде болады. А мен ойлағам, что қасымда мен сияқты энтузиасттар. Ақша жинаймыз, жігіттер, осындай схеманың бәрін айтамын. Кетті, мен үйленемін недім. Мен біреу тұрды, мен овощной ашайын деп жатыр едім. Ля, қандай овощной дейсің, түсіндіріп жатырмын, жігіттер, мынандай, ёп, тігідік болды, мынау қазір шанс кеп тұрған кезде барлығымыз керек. Мельтяшный команда ертең шығып кетсе, все, болды. Біз қызық емес болып қаламыз. Пока қызып тұрған кезде барып алып, өзіміз көрсетіп қалып, хотя бы көрсетіп заявка жасау керек. Спонсор ақша бермейді, пока телевизордан көрсе береді ғой, о, деп ше, мысалы. Бірінші фестивальді көрсетесің, нифига себе, вот команда. Ну, все, команда сол жерден тарайды. Сол жерде айтамын, онда жігіттер без обид, расход онда. Мен дальше кеттім. Ренжімеңдер. Сонымен 2012 простой, 2013-те Спартамен қосыламыз. Мен қосыламын Спартаға. Мен қосыламын, ол жақта енді Сочиға барамыз, кішкене синтез жүрмейді. Жалпы материал болмады ма, андай, сәтсіз болды. Бұл 2013-те, 2013-те. Бірақ сәтсіз болды, бірақ высший украинский лигаға түстік. Сіздер сол жылы, кажется, Сочида премьерка сұрадыңыздар ғой? Премьеркеге деп бардық, высший украинка берді, өйткені енді мойындау керек. Уровеньға соған сай болған деп ойлайсыз. Жеткізе алмадық, дұрыс көрсете алмадық. Потенциалымызды дұрыс жағынан көрсете алмадық, материал дұрыс дайындалып келмедік. Вообще дайындық слабый болды. Өзіміз немқұрайлы қарадық. Сөйтіп высший украинкаде сол кезде маған не болады, высший украинскийге барамыз, по-моему. Жоқ, 2013-те высший украинка басталады ғой. Сол кезде әкем қайтып кетеді 2013-те. Болды, содан кейін. Бірақ негізі әкем басында қарсы болып жүретін. Ол ойлаған. Лигаға ма? Да, қатты кетіп қалдым ғой. Оқу жайында қалды, қатты кетіп қалдым. Мен солға бағама деген сияқты, мен кемепке не үшін түстім? Ондай болса, колледжімде оқып жүре бермейсің ба деген сияқты әңгіме ғой. Бірақ кейін алғашқы доходтар келеді ғой. Смәссағаннан ақша түседі. Сразу бірінші ведущий, автор, знаешь, 300 000 теңге түседі. Аламда сразу үйге салып жіберемін. Сіздерге, ё-моё. И все, кішкене доход алып келіп жатқан көрсетсең, әке-шешең де өзі былай, мынау онда сонымен кетіп жатыр екен, ақшасын тауып жатыр екен деген. Бұрынғы уставтың адамдары түсіне алмайды. Мынау КВН деген студенттік шақтың несі ғой, хобби сияқты да. Ал ол дүние алып келеді екен деп ешкім ойламаған негіз. Ешқайсымыз ойламадық қой. Қазіргі таңда КВНщиктер ондай ақша таба алатынбыз. Креативті былай қолдануға болатын. Кейіннен түсіндік қой. Біздің өзіміз кейіннен былай бүйтіп барлығын өтіп болып, артымызға қарап, сол кезде, оказывается, можно было. Вот, бірақ бір жағынан қазақша ойлайтын мен орысша ойлайтынға көлеміз да. Былай қарап тұрсаң, Нұртас Адамбай мен Дауд Шайхисламов деген братандар бар, ағаларымыз. Олар да Астана кезеттің құрамында болды. Не үшін кетіп қалды? Өйткені олар ерте түсінді. Не істейміз, ойнай беріп. Когда есть возможность, оларда мүмкіндік пайда болды. Наша казашаны ашып, концерт берді. В общем, дүниенің көзі. Ақша қуалау. Кейіннен кино түсірді, екіншісі продюсер, шетелдік жобаларда жүр. Қандай керемет, Былай қарап тұрсаң, екеуі де орысша ойлайтын жігіт. Қазақша ойламайды, орысша ойлайды. Ол енді мен орысша ойлайды дегенге орыс құлы емес, ал
жалпы қалалық ашық ойлайды да. Иә. Қаланың тәрбиесі открыто ойлайды, өзінің ойын жеткізе алады и оның ойларының алға қойған мақсаттарының кеңдігі Иә. бізге қарағанда көбірек масштаб. Иә, так бүйту керек та. Давай Джейлон шақыру керек. Ойлашы, 2011 жылы Джейлон шақыру деген миыңда бар ма? Жоқ. Мысалы, олар соны ойлай алатын и олар үшін ол можно жасауға болатын. Сол сияқты олар сол ақшаның көзін қуалады да. Ал Нұрлан Қоянбаев, Құмар ағаларымызда енді менің ойымша олар да мен сияқты бір энтузиазм болды іштей. КВН елдің намысын қорғаймыз, көк туды желбіретеміз деген оларда болды. Мына жақта енді кішкене не қылып жүрміз, ақша табайық та деген басымырақ болды. Басымырақ болған шығар. Ол да жаман нәрсе емес негізі. Әрине. Дүние табу, семьяңды бағу ол күшті зат қой. Негізі көп ақша тауып бүкіл әулетіңді бағып жатсаң қандай керемет емес пе? Иә. Екеуі де жаман емес. Кейіннен мысалы келді, Нұрлан ағаларымыз келді. Продюсированияға келді. Асып түспесе кем түскен жоқ. Әрине. Бірақ жетіп алды, мына деңгейге бірден жетіп алды. Қалай аяқтады? Бірден болды қазір. Нұрлан ағамыз қазір ақша табудан да, креатив жағынан да, не патриоттық жағынан да, әзіл жағынан да, барлық жағынан номер 1 аға. Енді мойындау керек. Иә. Алдыңғы шеп буын. Сол ағаларымыздың ізімен келе жатырмыз. Бой түзейтініміз. Бой түзейміз. Мына жақта былай болды. Енді сондай сияқты зат бізде де болмады өкінішке қарай. Біз кішкене мысалы узко ойлайтын едік та. Мен өз басым өзім үшін жауап берейін. Мен солай ойлайтын болдым. Так, КВН. Мен ойлайтын болды. КВН болды. Қазір КВНді аяқтап аламын. Дальше көреміз. Вот все, дальше. Қазір давай сосредоточиться на этом. Бірақ 2013 жылы әкем қайтыс болды, 40 өтті болды, Түркістанда жүрмін. Иракта кім? Олжас звондады, Олжас Сырымбаев. Енді бірге түстік қой. Иә. Командаға. Бірақ енді арамыз әлі қатты ондай жылу емес. Бір-екеуімен жақсы араласам, қалғанды бүтін жұмыс ретінде қарап жүрміз. Сол кезде Олжас тұрды, брат, біз Высший Украинаға баратыр, қалай барасың ба? Барасың ба дейді. Барам, бірақ мынандай вопрос болып тұр, спонсор жоқ, өз қалтамыздан шығарайын деп жатыр, қайсымыз, қаншадан? 300 мыңнан ба, 1 мыңнан деді. Болды, шығарам мен дейді. Все деп таңғалады Олжас. Олар ойлаған екен қазір. Айтшы мынандай деп, болды. Онда бармайын деп салады. Онда өзіміз барамыз деп па? Мен тұрған ғой, мен фук-туркпын ғой, мыналар отморозок екен ғой кәдімгідей. Мен сияқты екен ғой, бар екен ғой, мен сияқты далбан біреу. Ойын үшін өзің қалтасынан ақша шығарып, барып, отасын ботпайсың ба, белгісіз. Бірақ престиж, тусовкада престижный лига. 3-ші лига ғой, позитивность. Мен сияқтылар бар, олар да тұрқын қойған, мынауың біз сияқты отморозок екен ғой, олар да но оказывается он не заленик, энтузиазм, все, уже Высший Украинкаға барамыз. Енді в общем біткен екен ғой негізі. Маған айтады, сені Спарта шақырып жатыр дейді. Мен тұрамын, не үшін шақырып жатыр? Вроде көрдім ғой команданы. Фронтигі орнында, актеркалар жақсы, әнді күшті айтады. Біздің стильмен сәйкес келмейді. Ойлаймын, возможно, говорун керек шығар ортада. То есть чисто такой, типа, фронтик Қоянбаев-образный казашизм бір сондай керек шығар. Сол үшін шақырып жатқан шығар дейді. Оларға айтыпты, сендерге Еркебұлан қосылам деп жатыр деп айтыпты. Олар да сұрайды, не үшін, не керек? Ой, керек болады. Кім айтқан оны? Оларға Максим Разумков айтқан. Мына жақта біздің бір адамдар айтқан. Сонымен былай барамыз да, бірақ бір-бірімізге оны айтпаймыз. Іштей бар ол информация. Олар маған былай тырысып қойды. Мен айтамын, не ап шақырасыңдар бүйтіп тырысатын болсаңдар? Кейден мен деп іштей айтып қоямын. Олар айтады, мынау не ап өзінше жүр, өзі сұранып кіріп апты еще деп. Сөйтіп жүрген соң Высший Украинкада енді ондай болды. Материал дайындап бардық, 1:8 не алып, бәрі четко. Ребята, отдыхайте, увидимся в день игры дейді. Потом другие команды есть, они проблемные, у вас все в порядке. 4 күн ойынға дейін. Жат Украинада, Киевте жатырмыз. 5-6 қазақ.
Бес-алты қазақ. Енді болды енді ана жақта көңіл көтеріп іштей анау мынау. Танысып. Соғышта уже іштей ашыла бастаймыз ғой. Сен анау мынау там кім Дидар ма біреу айтып қойды, давай кеш, давай еще отыгрывай. За что мы тебе платим? Подожди, қалай платим? Қашан сен маған ақша? Короче, оларға айтыпты, біз ғой саған ақша төлеу, жол көрейін. Қуасың ба мен шығарып, осы уақытқа дейін мен өзімдікін шығарып жүрмін, продакшннан. Мен ақыла братаннан барып, братан бере тұршы, 500 мың, 300 мың бере тұршы, ана проекттен қысып аласың. Қарызға менде ол кезде ондай ақша жоқ. Просто барып қатардан қалмау үшін ғой. Барасың. Сол кезде, осындай, дамы, маған өйстіп айтты ғой, бізге бүйтіп айтты ғой, ё-майо, анау, мен ну давай қазір менде намысыма тиеді, нифига себе, мен сұранып барған қуасың ба? Олар айтады, біз де түсінбей қалдық бір жағынан. Енді бірақ уже сіңісіп кеттік қой, дос болып кеттік, бәріне болып кетті. Енді бір жағынан Данияр да ол жақта мудрый да, андай капитандығын салды да, жасы кіші болса да. Қой, бұны саспай қойық, бұлай братандарды не қыламыз айтып. Кеп тұр ғой бәрі синтез кеп тұр ғой, болды ғой, бұйырып тұр ғой осындай міне. Значит, бұйырған, значит, так надо. Значит, вот так и случилось. Неплохо же дейді да, бәріміз кайфово же играем. Все, содан ары қарай кеттік дальше. Болды, и уже ары қарай хронологияны полный білесіңдер. Қалай не болған. 2014-тен бастап тоқтаған жоқ. 2016-ға дейін жоғарғы лигадағы бүкіл трофейларды алдыңыздар. 2017, 2019 соңғы летний кубокты алдық. Летний болдық. Сонымен Кевин бар еще. Кевин ол бар, светлым бар, золотом бар. Үшеуде бар, кажется. Жоқ, светлым, золотом екеу. Екеу ғана. Сөйтіп КВН бітті сіз үшін. 2019-да бітті мен үшін. Бірақ мен үшін қалай бітті? Андай басында ренжіп жүретінім ғой. Неге ағалардан қолдау жоқ деп ше. Неге осылай мына жақтан қолдау болмайды деп бізге. Сөйттімді өзім аяқтағаннан кейін мен ше дедім да. Болды, мен де енді жас командаларға буын болдым ғой дедім да. Сосын ұсыныс тастадым. Давай лига ашайық. 2019-да. 2018-де. 2018-де бірінші рет тот самый КВН жасаймыз. Тот самый КВН ойымызда, көкейімізде жүрген. Барлығы ойлаған екен, біз бір жерден ақша бөлдіріп алып, не алып жоқ, ондай болған жоқ. Просто тот самый КВН деп бұрын ойнаған командалардың бәрін жинап, әрқайсысын капитан жинап, давай сен кім Женя Жой, давай нархоздан зал бөліп берем деді. Біз соны алайық деді. Там тағы бір жігіт айтты, давай мен ана реклама жағын ұйымдастырайын дейді. Біреу айтты, так, біз тұрдық та, давай кім Ердосқа, кім оңдасындарға звондап, Алматы лигасының декорациясын алып алайық. Құр қандай жатқаннан гөрі қолданысты болады. Бірдеңе қылып айтып, кішігірім андай таныстықтарды қостыңыздар. Қосып өзіміз ұйымдастырған не ғой, қалтамыздан ақша шығарып, ардагерлерді шақырып, шапан жауып, кәдімгі тусовочный ойын болып отыр, кішкентай залда күшті. Четко өтті, банкетін жасады. Эфирі бар, ютубта тұр. Эфирі бар ау деймін, өтірік қандай бит түсірген. Содан кейін көрдік, қарасақ тұр. Мен сол банкетте едім, неге лига ашпасқа жігіттер деймін. Давай ашайық өзіміз. Все, кеттік. Содан бастап бас лига ашылады. Бас лига басталады. Бас лига басталады. И бас лиганы қанша 5 жыл істедік па? 5 жыл істедік. Ну все, бас лига негізгі мақсат, вот бас лигадан 1 тиын ақша тапқан жоқпыз. 1 тиын билетті бір-ақ рет саттық. Ол кезде Ернат НАТО марқұм бауырымыз ракпен ауырды. Соның еміне благотворительность қылып жинадық. Бұның ақшаның барлығын бердік. Өкінішке қарай жоғалтып алдық бауырымызды. Бірақ сол кезде ғана ақша алдық. Оған дейін Аманат партиясынан кішкене бөлінеді. Заңдылық бар екен ғой. Аманат партиясынан ақша бөлінгеннен кейін сен билет сатуға құқың жоқ. Біз айтамыз, давай біз билет сатайық та қаражатты қайырымдылыққа деп берейік. Өйткені билетті сатсаң, кішкене 1000 теңге болсын, хотя номинально 1000 теңге, 2000 теңге деп қояқ бағасын. Келген көресін құндылығы бар да. Сен мынанша мысалы флайерді таратасың ғой Арбатта. Флайерді аласың, лақтырып жүрсің. Туы сол сияқты да. КВН-ге барасың ба тегін. Бұл уақыт болса барам. Болды, солай ғой қазір. И
басқа қызықта болса өтіп кетеді. А тут билетің бар сатып алған. Значит, мына жақта уже түйсікте тұр да андай, барып қайту керек, сатып алдым ғой, 1000 теңгем далаға кете ма деп барады. Иә. Осы кезде мен қосып жіберейін. Біз енді өзіміз бас лигада ойнадық. Бір 3 жыл қатарынан ойнап, Еркебұлан ағаның, сосын Марат ағаның редактурасынан өттік. Бізге өте қатты ұнады. Мен өзім айталам, осы Простая сборная, сосын Жуалы, Шапалақ сынды командаларға өте үлкен өзі болды осы лигада. Себебі бізде кішкене Ерекеңнің де отношениясы сол кезде білінді. Ана ұйымдастырушыларға микрофон әкел деп кәдімгідей ұрысып айқайлап КВНшілердің жағдайын жасап жүрді. Біз енді сол нәрселерді көріп, өзіміз риза болып, барынша тиянақты қарауға тырыстық деп ойлаймын өзім. Сол себепті де бас лиганың енді біздің осы командалардың ғана емес, жалпы бас лигаға қатысқан бүкіл командаларға осындай әсер берді деп айтамын. Мүмкін, иә. Ну, тырыстық. Біз кішкене ар жақта редактор деген ұғыммен командалар дос болуды үйреткіміз келді. Ар жаққа барған кезде сондай, мен өзім көргенім сондай болды да. Редактормен коннект болу керек. Біз қорқамыз редактордан. Аптаса мақұл дейміз да, хорошо деп кетеміз де, өзімізді қалдыру керек, дейту керек, мау. Сосын бір нәрсе қалдырамыз. Редактор мен аптасадым ғой дейді. Ал неге тыңдамайсыңдар? Сосын редактор ойлайды, уже іште. Мыналар мен тыңдамайтын команда, нафиг нужен дейді. Сосын болды, ар жақта екеу не алады, қырылады, редактор айтады, ана команда ма, қойшы, тыңдамайтын команда дейді. Сосын лиганың да руководствосы қарап, мынау немқұрайлы команда екен, репутациясы нашар. Ал сен редактормен дос болсаң, коннект болсаң, тыңдасаң, кішкене редактор да мысалы жаны ашиды да уже. Өйткені редактор ол көмектесетін адам, ол тек бізде Қазақстанда ол қырқатын адам болып қалыптасып қалған да. Қазір кейіннен өзгерді. Вот бас лигада біз соны көп командаға соны көрсеткіміз келді. Басында бүйтіп жетекшілер бүйтіп қырылуға келіп тұрады да. И сен уже бүйтіп добивать етіп отқан кезде, мысалы сендердің өздерің келген кездерінде сендер неше 4 шуткамен шықтыңдар. Фестивальға 4 шуткамен и ұтып кеттіңдер. 3 минут 40 секундтай ма ойнадық бірінші фестивалімізде, бірақ өте сәтті болды. Толыққанды выступление болып көрінді. А бірақ қанша келдіңдер, держались, шутка тыға бердіңдер, арасында. Прикинь, соның арасында күлкілі емес андай бүйтіп набросықтар радиохронов болған кезде ондай ощущение болмас еді. Вот сол үшін кейде редакторлардың жұмысы негізі қатты байқалды, айтайын. Біз негізі Простая сборная дегенді арнайы әділет үшін ойнап жүрдік та Жайдарманда. Сол стильдан басқаша нәрсе ойнайықшы деген оймен туындады да. Сосын мен айттым балаларға, давайте жігіттер Простая сборная, простой шуткалер, классический КВН ойнаймыз деп, біз бірінші фестивальға солай келеміз. Жаңа кәдімгі хабарлайды, жаңағыдай шутка ойнайды, добивкісі болады, соңында кода айтатын кәдімгі классический команда болдық. Сосын Еркең бар, Марат аға бар. Жігіттер что-то сендерге мүлде келмейді. Әңгімелердің жаңағыдай тақырыптар бар, бірақ мынандай отыгрышпен немесе мынандай стильмен бұны сендер мүлдем құрдымға жібересіңдер. Давайте басқаша көрейік деп бір ақырын бірінші редактора, екінші, үшінші редактора соңында біз өзіміздің баяғы қалыпқа келіп қалғанымызды өзіміз байқамай қалдық. Бұл енді өте сәтті нәрсе болды деп ойлаймын. Егер біз тура сол күйінде шығатын болсақ, тура солай ойнай беретін болсақ, бәлкім ол алаңда, ол стильде, ол форматта ойнайтын басқа командалардан сөзсіз ұтылатын ек. Соны айталым. Кейбір редакторлер қалай келдің солай тазалап жібересің. Маратта күшті қасиет бар. Іздейді. Кейде бір команданы отырып, 2 сағат отырып іздейді. Мына жағынан қарайды, былай қарайды, іздей береді. Сонымен ішінде бір нәрсені тауып алады да, соның айналасынан сыза бастаймыз ғой. Сөйтіп командалар пайда болды. Жуалы қалай, не деген бардак команда еді, елки-палки. Братан, дым жоқ деп бүйтіп отырып келетін. 3 миниатюрамен келді. Басында чос жаза береміз, чосқа жоқ қой. Вообще чос ұстай алмайды орысша. Не істейміз? Давай, добрый вечер дедік. Сонымен кетті арғарай миниатюры, шутки. Тек қана қысқа миниатюр, пуляк. Бірақ каждый балтить ету керек. Соң вокруг церкви қойдық қана. Церквте болған ше, мешітке барсай болған. Содан, соның айналасынан
кетті, Хатико пайда болды. Сериал не в чёсе, сериал в миниатюрах дедік да, чтобы миниатюра күтіп отыратындай. Иә. Сондай, бірақ дисциплина деген өте нашар болатын Жуалда. Иә. Қанша боғауыз, қанша айқай есті, бірақ түбінде Жуалда бір продукт шығардық деп ойлаймын. Күшті. Жақсы нәтиже көрсетті, иә. Жақсы Бірақ нәтиже. финалға келген кезде өздері кішкене жіберіп қоятын болмаса, так ол финалға дейінгі ойындардың барлығында фаворит ретінде көрініп, кәдімгі ойынды төңкеріп кеткен команда ретінде білінді ғой негізі. Енді почти полный жазып береміз ғой. Иә. Вот 2 миниатюрамен келеді де отырып алатын. Братан, тым жоқ түсімен қарап, сен бүйтші, сен не істедің, сен әңгімесінен айтып отырып, бүйтіп шығарып алатынбыз. Команданы керісінше жазуға үйрету керек. Бірақ мысалы Сочиға бару, мысалы менде талап болған, Сочиға бару керек команда. Иә, негізі менің ойымша сол ең үлкен бір себептердің бірі де болды деп ойлаймын. Баслигаға қатысудың, команданың мысалы Баслиганың жеңімпазы Сочиға барады деген нәрсенің өзі уже үлкен мотивация. Біз енді соған да қатты ұмтылдық. И өзім ақшама баратын. Иә. Командамен бірге. Иә, сіз бір 3 жылдай қатарынан сіз команда алып бардыңыз. Бірақ команданың ақшасына бармаймын. Сочиға, мысалы фестивальға командалардың артынан барып тұратын. Өйткені артынан барып қарап тұрасың демеуді ол. Кішкене сезінеді балалар. Барасың, ағып кеткен түрлері. Өзіңізге кезінде жетіспеген нәрселер. Өзіме, иә, кезінде ей деп арқамнан қақып қоятын бір ағам болмады. Иә. И қазір марамдан нагло бейджик жасап береді еще. Оларды өлтіреді ондай. Мырзабек Еркебұлан чемпион высшей лиги. Все, сұрақ жоқ. Иә. Алтын бейджик любой жерге. Сондықтан постановщик Михаил мен Ярченко дегенмен доспыз. Миша, это мои пацаны. Вперед. Да, все, заходите. Ұрыспайды да оларға. Иә. Ол жерде біздің қазақ балаларың әй деп қалсаң болды, бүйтіп қаламыз, біз бүйтіп тиіліп қаламыз ғой кәдімгідей. Ештеңе айта алмай. Сіз өзіңіз айтып едіңіз ғой, Азамат Мұсағалиев бізге жаңағыдай көмектескен кезде барып продавливать етіп, түсіндіріңіз. Не үшін түнімен жазасыңдар осы әзілді, егер сендер аптай салатын болсаңдар. Біз де бүйтіп ойлап қалдым, иә, шынымен сондай далбамыз ба деймін да. Иә. Хотя бы түсіндіріп, иә. Негізі Азамат көп септігін тигізді. Көмегі көп болды Азаматтың. Бізге деген қанша дегенмен өзі Ресей Федерациясының азамат болса да жүрегі қазақ деп соғады. Кәдімгідей қазақтарға көмектескен жері көп. Кішкене мінезі енді ауырлау болып көріну мүмкін басқаларға. Бірақ енді ол орыстардың арасында өскен жігіт. Біріншіден. Содан кейін ол жақта мысалы азиат болып жүріп, орыстармен бір деңгейде жүру оңай тірлік емес. Сондай характер болу керек, боевой, кәдімгі тұрып төтеп бере алатын, өзің ойыңды кәдімгі жеткізіп, қорғай алатындай болу керек та. Иә. Сондықтан Азаматтың кішкене мінезі сол жағынан деймін. Бұлай негізі адами қасиеті, ағалық жағынан, бауырмашылық жағынан Азамат өте мықты жігіт. Енді осы тұрғыда мен Азамат туралы айтып кеттік қой. Азамат мырзаның мен бір нелерін, интервьюларынан байқадым да. Бүйтіп айтады, біз кейбір кезде материал болмай қалады дейді, вышкада. Материал болмай қалады. Сол кезде мен Александр Масляков мырзаны алдаймын дейді. Жаңағы команда шығады деген кезде мен ақырын барып, ол алдында отырады, мен қасына отырып аламын да, әңгімеге тартып, күлдіруге тырысамын дейді. Әңгімелесу арқылы. Біз наны дайындаған жоқпыз, біз наны ойладық, биттік ойладық деп, ішінде полушутка, полу идеяларды, материалдарды тексеріп аламын дейді. Сөйтем да, ол жаңағы бір-екі рет күлгеннен кейін жаңағы қалдырады дейді бір-екеулерін. Иә, мынаны добивать етіңдер, мынаны қалдырыңдар, мынаны алып тастаңдар деген сияқты. Сондай бір ходтарды қолданамын дейді. Өйткені ол кісі біріншіден үйтіп наглый қасына келіп әңгіме айтқанды біртүрлі көреді дейді да, ондай нәрсе басқа командалар істемеген. Бірақ мен барып қасында отырып әңгіме айтып күлдіретінмін дейді. Сол сияқты мысалы сіздерде де бір нелер болды ма? Материал жоқ или дайын емессіздер ойынға. Бір редактурадан білмеймін, лайфхак па, бір ходтар ма? Постоянно болды. Бірақ ондай Азаматтікіндей бізде шарм ба, наглость ба, ондай бір дұрыс жағынан наглость болады ғой. Ондай білмеймін, батылдық па болмады. Біз енді барма десе болды. Айтқаныңызға қолдық дейміз біз ондай. Әптен үлкенді сыйлап үйреніп қаламыз ғой. Болды, үлкеннің алдына барма, мазасын алма атасынан. Болды. Ойыңды айтпа, үлкен сөйлеп жатыр ма, сөзін бөлме. Сенікі дұрыс дей сал. Сондай ғой бізде.
мысалы аға сіздікі дұрыс, жасыңызды сыйлап дей саламыз. А кейде олар да қателеседі, бір қай жерде бір интернетте болады ғой, үлкендердің де далбайыптары болады ғой, Иә. болады ғой бір сол сияқты ғой. Олар да қартаяды дейді. Олар да қартаяды мысалы. Иә, далбайыптар да қартаяды ғой дейді ғой. Иә, сол сияқты да. Сол сияқты енді бір төтеп бер деп жатқаным жоқ. Былай негізі кейде ойыңды ашық, спокойно жеткізуге болады. Айтсаң тыңдайды. Дұрыс нәрсе айтып тұрсаң, саған ешкім жоқ демейді екен. Негізі ол барьерді біз миымызда қойып аламыз. Бірақ кейде соны просто сені тыңдағанмен шектен шығып кетпеу керек та. Доброту за слабость принимать етпеу керек. Кішкене. Сені тыңдап отырмын, демек ол сыйлай білетін адам, тыңдай білетін адам болды. Ол демек сен ары қарай шектен шықты, әзілдесіп олмен деп кету болмау керек та. Тыңдай ала ма, өзіңдікін айтып кетуің керек. Сол азаматта сондай болды. Ол өзінікін көрсете алды, біз көрсете алмадық. Сен материал болмаған қырғын талай болды ондай. Әр редактура, бізде бір сәтті редактура болған жоқ негізі. Все редактура жақсы Спартаның тарихында деген сияқты ма? Иә, молодцы жігіттер. Тек қана высший украинкадан кейін вышкаға түстік қой, бірде-бір редактурымыз сәтті болған жоқ. Мынауың дұрыс, мынауың четкий, мынауың кайф деген редактура болған жоқ. Жалғыз редактура 2015 жылы Кевин ойнады ғой, Гласящий Кевин. Сол кезде нормально болды. Көрсетті, күлді, молодцы деді. Давай вот это, уже улучшениеға кеттік. Материалды добивать етпейсің, улучшение. А давай вот это усмешнять, да, вот это. Как раз ананда барғанбыз еще. Я хотел, чтобы это был сон. Оны Шпинков айтты, Дмитрий Шпинков. Давайте, ребята, до лучших времен оставим деген. Осы фраза маған қатты ұнап қалды. Өзімде қолданып кеттім сол кезде. Соңғы кездері өзімде қолданып до лучших времен деген өзінің моменті болады бұл номердің. Иә, вот сол кезде, да, давай дедік та, алып тастадық. И все, и ана қосылған кезде мощный материал. Четко, вот сол кезде демалдық. Күнде андай материалды материал бар уже. Ойнай бергің келеді ананы. Добивать етіп, соңғы нүктелер, нота, актуалды заттарға мен сәйкестендіріп, четко вот сол болды. Қалған вышкадағы ойны еш қайсы дұрыс болған жоқ. Барлығын соңына дейін жазамыз, соңына даупора ойынға дейін тағап 2 сағат қалған кезде ойынға материал апаратын еді. Мынаушы деп. Сіздерде ана бір не болды ғой? Өздері айтқан. Химические элементы туралы музыкалка ма еді? Коп. Иә, коп емес. Музыкалка ғой. Домашканың ішіндегі бір блок. Номер, бір. Иә. Оны жазған Сангаджи Тарбаев пен Вячеслав Досмұхамедов екеуі. Дым жоқ. Бытыштымыз шығып жатыр. Сангаджи жазады: Слав, можешь приехать сюда? Казахи тут, короче, у них проблема, короче. Сол кезде. Ол кісі сіздерге автор. Жоқ. Көмектесіп жатыр жай. Ол қазақтар келді дегеннен кейін келіп тұр. Жай көмектесіп. Ол гигант қой ол. Уақыт жоқ ода, продакшны бар өзінің, ақшасы пішен. Проекттері мынадан не істейсің айналдырған 5-6 қазақ. Ол кезде еще Спарта, Астана промоушен деп қойғанбыз ғой. Жама дейді. Әлі күлгім келеді соған. Бәріміз бірдей кофта жаңа бүйтіп қарап отыр бүйтіп. А что значит промоушен? Продакшн — это типа объединение. Промоушен — это движение же, да? Целый промоушен не может написать домашку. Ялка, знаешь. Так, короче, нужно плевать в эту сторону, в эту сторону. Так, вы вдвоем в эту ушли, в эту сторону, вы вдвоем в эту сторону, давай, ушли. Барында жазыңдар деді. Олар, короче, түнімен қалды да, біз әнде өзіміздің итпей-шүтпей блоктарымызды реттеп жатырық. Мына блок деді, мына финальный блок. Короче, андай тоғын, Астана, таблица Менделеев, сонда медь, вольфрам. И андай баррель ма, қандай бірдеңе? Медь, вольфрам. Это что-то деген шутка болған. Калий и бериллий. Это что-то то деген шутка сондай. Там, это что-то деген арасында что-то деген шуткалермен жазып берген. Полноценный взрослый номер ол негізі. Ойынға 1 сағат қалады, или 1,5 сағат қалады. Дмитрий Колчин келеді. Так, показывайте финальный номер. Айтамыз, так, давай сделаем так, надо сокращать дейді. Почему? Надо сокращать. Хорошо.
өмірімізде бір рет бір почему деп қалайықшы дегенбіз ғой анда. Көрейікші бір почему деп. А почему? Демеп. Надо, ребята, блядь. Пиздец. Давайте не будем, нахуй. И так, нахуй. Жетіп отыр, хрон артылып отыр деген сияқты шығар. Давай, медь, вольфрам. Это что-то уберем, типа медь, вольфрам, калий, бериллий, барий и та-та-та. Тек қана перечисление қалыпты. И все это составляет 5% ВВП деген фразаны қалдырды. Иә. То есть бүкіл ән Сол добивкамен қалып қойды. солай қалды. Біз бір сағат қалып, ну, в принципе, әнмен келеді, соғып келеді. Осылай да нормально. болып қалды я деп қоямыз. Өз-өзімізді алдаудан мастерміз ғой. Бұл 2014 па? 15 иә? 15. 15 қай ойын? Вдруг адамдар осы. 2015 1-4 ау деймін. 1-4. 1-4 2015 ужасный ойын. 3-ші орынмен өттік. Бірақ қиналып кеттік кәдімгідей. Өзіміз жаңағыдай. Как раз неде жатамыз. Ақша берілмеді бізге. Ақша беріледі, қол қойылды, бірақ ол Кейін түсу керек. генеральный қол қойған жоқ, өкіметтен ғой ақша. Фактически ақша берілді, бірақ ол кейін түседі. Ал қазірге менде жоқ қой перекрывать етуге. Сол сияқты біз тұрып қандай квартирада жаттық та. 3 комнаталы квартира, ана быт-шыт, ананың ішіне бар ғой, мен сөзін ашығып, мен білмеймін. Ананың ішіне, енді Құдай өзі кешірсін, проститутка кірмейді ананың ішіне бар ғой. Жатпаймын деп айтады ма, қуасың ба деп. Ешкім кірмейді ана. Болды соңғы ақша. И то 2 бала бар, снимать етеді, қалғанымыз далада бүйтіп тұрмыз сумкілермен қажа кеткен кезде жүгіріп барып, ой, ё-моё. Студенттер сияқты. Иә, жатырмыз, айтып отырды, твою мать, Қазақстанды представлять етеміз ғой, қарашы. Малство. Вот сол кезде мен мысалы кімдерге азаматқа ариза боламын. 2 пакетпен продуктымен келеді. Және балдардың бәрін шақырып, можешь приехать тут помочь пацанам надо. Ой қосып жіберіп, команда. Андай кеватыр да адамдар, танымал квинчиктер кеватыр, көмектесіп жатыр, қолынан келгенше. Көмектеспесе де ана жақта қолдап жүрді, андай. Ой, дорого келеді, пакет продуктымен. Четкідан бір жылулық бар. Өзіңе жас кішкене бит келеді, бля деп ішім күйіп жүр, бірақ іштей бар ғой, жынданып жүрмін. Қазақстанбыз ғой біз. Қазақстанның республиканың атынан 3 комнаталы квартира, обтрипанный квартира жатырмыз. Ят. Өттік, ладно, ойынға. Ойыннан сол 1-4-тен өттік. Орақта кім айтты? Данчик Слава келе жатыр деді. Вячеслав Досмамедов. Квартираға ма? Осы квартира ма? Иә. Келді. И ол айтып жатырды, ебать, сендер андай қоюға болмайды сендерге. Че на? Просто біз сендерге келіп бір түнде көмектестік, но так нельзя дейді. Сендер пиздец Қазақстаннан келесіңдер на. Двойной сендерге. Двойной спрос с вас. Я не хочу андай әзіл қойғым келмейді мен дейді. Көше сыпыратын қазақ строитель, қазақ официант деген, мен қойғым келмейді, онда көргім келмейді онда әзіл дейді. Сендер ойнайсыңдар сонда әзіл, кетесіңдер дейді. Қазақтар біз қаламыз дейді. И олар орыстар бізге қарайды, біз туралы мнение сұрады. Бізге қарап, сен сондайсың ғой, көше сыпыратынсың ғой деп айтады дейді. Сол үшін өздерін биік қоятын номерлер қойыңдар. Түсінем, қиын дейді. Оңай емес. Орыстардың алдында бүйтіп тұру оңай емес. Аналар да жақтырмайды ондайды дейді. Бірақ ортасында бір компромисс табу керек қой. Азамат тапты ғой дейді. Иә. Азамат Камызякты жамандаса да, бірақ қазақтар мынандай деді ма? Ассоциация жоқ дейді. Кім жаман? Камызяктың мэрі жаман. Балдар молодцы. Соты жаман. Иә, соты жаман. Тур сол сияқты дейді. Нұрландар шықты, қалай болды дейді. Біреу ойлады ма дейді, Нұрлан андай деген көрдіңдер ма? Нұрлан андай роль ойнаған. Жоқ дейді. Почему он импозантный, такой классный, стильный. Вот. Қазақтар туралы мнение сондай болу керек. Қалыптасу керек мнение дейді. Вот сендер вот олар бастап кетті ма соны, сендер мен стилін ал демеймін дейді. Но хотя бы сол миссияны, направленияны дальше қалдыру керек. Надо выглядеть дорого, богато. Вы че, пацаны? Соберитесь. Ой, біз кеттік қой. Ой, бізде ана спонсор жоқ, ана битті. Там
Біз сол казаки командасының көлеңкесінде қалып кеттік. Бүйткен көрермендер салыстыра бастады ғой. Біз шыққаннан кейін комментарий кетті. Ой, казаки мықты еді, мыналарың. Ну, конечно, ол мықты болады, ол элита. Иә. Элита, ол ең мықты КВНщиктер еліміздің. А мынау команда. Все, енді қосылған, қалыптасқан команда енді жиналған. Сәл уақыт беру керек, біздікілерді өлтіреді ғой. Өзіміздікілер өзімізді өлтіріп тастай береміз ғой біз. Сол сияқты да, соның бәрін айтсақ қой, ребят, короче, отмазка, ондай отмазка бола берсе, бола береді. Иә. Іздеңдер, табасыңдар, в любом случае. Что-то же можно придумать. Соны көп нәрселерді айтты, ұрсып айтты, не алып айтты. Бірақ ол отырысын пайдасы қатты дейді. Алдағы уақытта сіздерге бір күшті буст берген сияқты ғой, потому что 2016-да, 17-де 2016 уже, 2016 кішкене нағыз ғой, 2017 уже стратегически келдік. Иә. Осознанно. Уже кәдімгі бәрімен сөйлесіп, Сангаджи Тарбаев бар, Азамат Мусагалиев бар, Құмар ағамыз бар, біздің Құмар Лұқпанов бірге. Уже андай не болды? Жігіттер екі вариант. Тарихта қаласыңдар ма, әлде жеңеміз ба? Вот тарихта қалатынында командада жеңе алмайды деген қауіп бар деді. Бүкіл көрерменнің махаббатын жаулап алуға болады, бірақ жеңе алмайсыз дейді. Жеңе алатын команда тек қана алда жеңіс дейді. Все. Қайсын таңдайсыңдар? Бәріміз ақылдасып отырып, давай, мы хотим чемпионамыз дейді. Жеңуіміз керек. Онда полностью тыңдаңдар. Сол стратегиямен жүреді. Керек нәрсені ойнаймыз. Не то, что смешно, а то, что нужно. Иногда это возможно, сендерге может казаться это то, что... Но высший көрермені партер основной. Басқаша ойлайтын адамдар. Сангаджи қатты біліп алған оны. Туда надо работать. Вау, дейді что? Казахи так мыслят. Серьезно? Мысалы, ана номердің өзін. Қандай номер? Ёлки-палки. Многие русские слова произошли от тюрков. От тюркских слов. Не деген номер. Как это можно было? Слово в слово. Сангаджи жазып берді. Оны қалай көндіруге болады деген ой болды. Аған көнбейді. Но номерді өткізбейді. Өткізбейді, өйткені задевать етеді бұларды. Вот сол Сангаджидің лазейкалар талып қоя. Азамат екеуі. Дипломатично. Азамат мына жағынан, Сангаджи мына жағынан, екеуі қосып Сангаджи полностью номер жазып берсе, мына жақтан Азамат как это подвести примерно, келтіріп барып, панқ етіп номер шықты. Бірақ қандай красивый номер. Бұл қай ойын еді? 2016-та полуфинал қатты. Полуфинал, иә. Бірақ четкий номер болды. Кәдімгі ол еще достоверный факт, ойдан шықпаған. Кәдімгі зерттелген, анықталған Википедияда тұр, кәдімгі сөздерді алып рифма шығардық. Осы сөздер кәдімгі Кремль деген сөз түрк халықтарынан алынған сөз, мысалы. Сол сияқты дүниелерді көрсету ана жақта. И еще олар шапалақ ұрады ол номерге. Блин, да деген шапалақ ой қалыптасты. Ну находка. Ал жақтан еще бүйтіп тұрмыздар біз. Так что көрдіңдер ғой деген сияқты ма? Біліп жүріңдер дедік та. Иә. И кейде тұрасында, блин, осындайды байқамайды біздің көрермен дейсің. Иә. Блин, мін тұр ғой, міне. Біз еңбектенген номер. Жақсы номерлар тұр. Күшті номер мынау. Блин, байқаңдаршы, пожалуйста дейсің. Соңғы осы жылы, өткен жылы ғана байқадым мен. Ноябрьде ма біреу салып қойыпты. И уже жазып отырдым, міне молодцы, өздерін көрсет. Бірақ ол 2016-та болып кетті, 10 жыл өтіп кетті, 10 жыл. 10 жылдан кейін байқалып жатыр да ол. Может быть, өзіміз салып тұруымыз керек беді, алып бір жақты. Пиарт етіп, может. Ол да өзімізден де бар шығар. Бірақ сондай сияқты дүниелерден сөйтіп не алып, наглость болып. В общем, 2017 жылы не істеу керек екен білдік қой. Иә. Ол көрінді деп ойлаймын. Негізі финалда ғана бір сәл коллапс болды. Бірақ енді ол жоқ, менің ойымша ондай қатты болған жоқ. Жоқ, іштей. Іштей. Финалда біз редактор бір материал алып келіп едік қой. Сен көрген практически финалда материалдың жартысы жоқ па? Жоқ. Бір түн бұрын жазылды. То есть ол болды, пересбор. Азанда келді, басқа материал көрсетті. А неге өзгерттің деп редактор айтты. Нам кажется, осылай смешно дедік. Все. Жоқ, ананы қойыңдар. Жоқ, мынаны қоямыз дедік. Все.
болды. А, Нифига себе дедік. мгм. Ерке, енді бізде кішкене уақыт таяп қалыпты да. Давай. Основной неге оралсақ. Давай. Қазір өзекті болған соңғы жаңалықтардың бірі өзіңізге қатысты звезду жобасы. Жалпы бірінші өзіңізден естісек деп ойлап тұрмын. Жалпы қалай болды? Шешіммен келісесіз ба? Мен енді сіз өзіңіз парақшаңызға салдыңыз. Мынандай бір видео үзінді бар негізі. Бұл халықтың қошеметі деген сияқты. Енді анау жердегі шынымен халықтың овациясы, қошеметі, білмеймін, бір результатпен кішкене сай емес сияқты болып көрінді біздің қазақ халқына. Оны енді Threads'та да басқа әлеуметтік желілерде жазып жатыр. Просто өзіңіздің аузыңыздан естігіңіз келген. Енді қалай да болғанмен ойын бітті. Шешім шықты. Біз бүйттік, біз үйттік деп көкірегін соққанмен нәтиже осындай. Оған енді еркек болғаннан кейін уже жылай берудің де қажет жоқ. Мысалы, Иван Абрамовтың кінәсі жоқ қой. Ол да жеңімпаз болғысы келді. Ал қалай алды, қандай ходпен алды, өте ол өзінің жеке басының шаруасы. Қалай айтады, на войне все методы хороши. Бірақ мынандай сұрақ қойсам, монтажда сіздердің материалдарыңыз қаншалықты кесілді? Кішкене ғана кесілді. В основном сол қалды. Олардікі біраз кесілді. Иван Абрамовтікі? Олар біраз кесілді. Бізде кішкене ғана бір блок болды, Собянин деген блок болды. Болды. Мынандай бір 30 секундтық па, сол ғана кесілді. Қалған барлық дүние бір 90% қалды, ештеңе кесілмеді. Жаңа мен салып қойған ол көз жастары ғой. Сол монтажда жоқ. Общий план қала салғанда. Енді көрсеткісі келмеген шығар, біз жылауық қылып. Бірақ енді мен үшін ана момент енді күшті момент болды. Өйткені номерге әлі ешкім тұрып шапалақтаған жоқ. Мен бәрін қарап шықтым, қайтып бір зерттеп балдармен. Енді не болды? Ойынның соңында әнге овация болды. Тұрып да шапалақтаған болды ойынның соңында. Бірақ номерге ортасында ешкім шапалақтаған жоқ. Запас тупок. Ол кім? Бақтияр, основасы Бақтияр Тайлақбаевтікі. Бірақ енді өзімде көмектескеннен кейін ол номерді жазуға. В принципе, атсалысқаннан кейін, мына жерін былай дегеннен кейін бір айттым енді абзалдарға, бекістерге, жігіттер мына номерден братан деді. Не обсыраватсың деді. Болды, соны алды да, просто біз оны басқаша, оны құр сондай номер қылып көрсеткенде ол номер болып қалып кетер еді. Ол жақта бір кішкене поступок қылып көрсет. Командное действие. Біз бір командамыз. Біз бөлек адамбыз. Сен алдың ба, мен де сөйтем деген. Соны көрсет. Біз бірміз деген сияқты. Қазақстанның бірлігін көрсеткіміз келді. Бастапқы посыл сол ғой. Кейіннен ары қарай енді өңдеп алды ғой халық. Яғни олар побрили, чтобы показать, что их побреют. Енді халықтың кейін ойлап тапқандары. Негізінде біз о жақта бір жақсы шоковый момент, бір қатты күлкі болады деп не, просто эмоция. Шоковое состояние. Чуть-чуть күлкі. Оның алдында күлкілі емес зат болмады деп айта алмаймын. Жақсы дүниелер болды, күшті, күлкілі. Просто маған жетіп алу керек болды. Дальше эмоция и уже школа. Ойыннан кейін сөйлеспедіңіздер ма жюримен? Ойыннан кейін жюримен сөйлеспедік. Жюримен кім? Харламов кірді бізге, айтты, білмеймін, жігіттер, мен сендер деп ойладым деді. Жаңағы Филипп Киркоров мырзаның келесі айда, февраль айында біраз концерттер жоспарланған. Сол концертке байланысты кішкене қара пиар болса да пиар деген сияқты оймен өзінің атын көбірек айтылу мақсатында, жаңағыдай обсуждаемый болу мақсатында сондай бір әрекетке барды дейді. Бұл ойға келісесіз ба әлде қалай? Білмеймін. Шынымды айтайын. Ол жақта енді түсінбедік не үшін олай болды. Не үшін 3? Мақұл 5 көтерші, жарайды. Өйткені ешқандай результат өзгермейді одан. Одан өзгермейді. Неге 3 түсінбедік, өзі де түсіндірмеді. Сахна сыртында да неге Вячеслав Досмағамбетте сұрақ болды. Неге олай қойдың? Ана жігіттер еді қалып тұрған деген сияқты айтып еді. Ұнамаса шақырмаңдар жюриге деп айтып кетіпті ол да. Білмеймін енді, ана жақта көп. Теориялар көп. Ойлана берсең, ой көп. Мүмкін әдейі істеген шығар. Может, кім Филипп сен осылай қоя сал,
келісімде болған шығар. иә сондай келісім болған шығар, мүмкін шынымен далбан шығар ол кісі, кім біледі да, білмеймін сөздің ашығы. Мен енді ол жақта бүйтіп отырып ойлана берсең Көп шыға береді, кеп қоюға болады, шыға береді, Иә, варианттар көп шыға береді. Бір жағынан ойладық, анау болды ғой енді, в принципе мен алтынды мынаған қойсам шешілді ғой. Ана Йосип Пригожин досы ғой, продюсер, ертең концерттерге тығып тұрады бұны, мәз болып қалсын деп оған да бір 5 қойып жіберді да болды дейді. Бізге бүйтіп 3 қоя салды, ақыры ұшып жатыр ғой бәрін деген сияқты ше. Ештеңе шешпейді ғой деп қоя салған шығар өзінің ойында. Может өзінің орыстарына жағымпазданғысы келген шығар, и так косякта жүрген кісі еді ғой. Иә. Бір мынандай қылайын деген шығар, білмеймін. Может жаңа өзің айтпақшы қара пиар шығар концерттерін. Иә, түрлі нелер көп, не дейді, пікірлер көп. Енді олардың анық қанығын шынымен әлі білмейтін сияқтымыз. Бірақ енді қазір енді туындайтын сұрақ, мысалы әлеуметтік желіде бір өсек аяң жүрген, оны білмейміз. Осы Спарта, жалпы Астана командасының НТВ ғой, қателеспесем. Сол НТВ-мен контрактысы бар, 5 жыл бұлар әлі ойнауы тиіс деген сияқты бір өсек аяңда жүр. Ол жоқ, біріншіден 5 жыл контрактқа отырғызу ол орысша айтқанда глупо. Өйткені жалпы бұл енді звезды болсын, игра болсын, енді КВН аясынан шықты ғой. Бұны жасап жатқан КВНщиктер, ойнап жатқан КВНщиктер. Жалпы КВНмен айналысып жүрген адам білет, бір командамен 5 жылға контрактқа отыру опасно. Өйткені бір жылы шабыты бар ойнап көп, екінші жылы босап ойнап саған бекерге просто баласт болып қалуы мүмкін. Сондықтан онда бұл әнші емес контрактқа отырғызып қоятын. Бұл длинномер жоба, сондықтан оған ешқандай контрактқа отыра алмайсың. Ешкім. Сосын біз өзімізден барып былай контрактқа отыра алмаймыз ол жақта. Отыру да біз көшуіміз керек 5 жыл. 5 жыл сол жақта тұруымыз керек. Түсінікті, өтірік, өсек аяң біреудің пікірі. Өтірік біреудің пікірі. Бүгінгі сұхбатыңызға рахмет, Ереке. Рахмет. Керемет болды деп ойлаймын. Менің ойымша енді бір райдарманшыларға да, жалпы медиа саласына қатысты адамдардың бір көретін үлкен мықты контенті болды деп ойлаймын. Бір 2 сағаттан аса уақыт Ерекең өзінің әңгімесін айтты. Енді білмеймін, енді ар жақтан жұлып өздерін жинап бір күшті қылып жасап аларсыңдар. Өйткені айтатын оқиға көп, бірақ ол көрерменге қызық бола ма? Бәлкім жалпылама айтып өттім да сол үшін. Кім білсін, бәлкім екінші шығарылым болатын шығар сізбен. Может, басқа бір нюанстарды айтатын. Оған уже сұрақтар керек, арнайы сұрақтар. Алдын ала беріп, бұйырса. Өйткені сіздің енді шынымен тағы да бір айтпаған, айталмаған моменттеріңіз бар сияқты. Оған да тағы бір уақыт арнап бөлек шақырамыз деп ойлаймын. Қазірше бүгінгі сұхбатыңыз үшін рахмет. Рахмет. Жақсы.